соның бәріне кінәлі айналып келгенде үкімет қой, бірақ ол ешкімнің кінәсі жоқ. Енді неге ренжиді бұл үкіметке, біздің аузымыз жапқысы келіп жүр. Тоқаев маған ренжіп өкпелейді, Тоқаев әшкере қисайып өкпелеп отыр. Жоқ, сен неге өкпелейсің? Соның бәрін істесең біз айта алмай қаламыз ғой саған. Біз саған айта алмаймыз онда. Сөйтіп айтасың ғой, мысалы менің Чапайдың балалары маған ештеңе айта алмайды. Мен бәрін беріп қойғасын. Қайын жұртыма ештеңе айта алмайды. Қазір ойбай ханыммын қазір оларға. Әкеме дейін ханым деп кетті ол. Бергенің жақсы жері сол, неге бермейсің сен? Сен көрбақтарды бір адамнан ұстап отыр, бәрі байлық Назарбаевтың көрбақ, көзі қисаған дариға. Тарты болса сен Тоқаев президентсің, саған кім айтады саған? Өзбекпен бәріне патрушкасың ғой сен. Дәурені өткен адамдар ғой. Неге қорқасың? Сотқа бергенде бір кім соттайды екен сені? Халыққа андайсың ғой, соттайды дейсің, бүкіл халық шығады ғой, Тоқаев соттайды басы. Әкесін тартып, ана дариға келеді кеше. 2 жаққа керіп тасташы, дариғаны керіп тастаса далаға. Халыққа кереміз де мынаны, кереміз, ақшасын алуымыз керек. Мен президент болсам аямай, керіп тастайын деп, керіп сразу 2 жаққа 2 аяғын керіп өлтіріп тастайын, жабылып. Құдай да ренжімейді бізге, өкпелемейді Құдай бізге. Ақшасын сосын халыққа беріп, бәрі үйді қылып, оқыт, білім алсын. Бір қазақ қара жұмыс істемес. Сол кезде саған Әзербайжан секіре алмайды ғой. Неге секіреді? Арабтардың қыздарына Әзербайжан секіріп жатыр ма не? Кім секіреді екен? Потому что олар ауыл қазақ содан айтылған ғой. 4-еуің түгел бол, төбеде келеді деп. Оны айтын түгі жоқ. Біздің ақшаның бәрі өз орында. Сөйтіп 10 адамның қолында тұрып, болды қалғанымыз аштырды, көтіміз жылтырап отыр. Олар атыр. Көрдің ба? Бер, саған ешкім әңгімейтпейді. Неге сен халықтың көрсің? Неге біз соны айтқанымыз үшін кінәлі болып тұр саған? Соның бәрін өзің істе, саған қойын. Президентсің ғой сен, президентсің ғой, көке, президентсің ғой сен, президентсің ғой сен. Айыпты шеш, Назарбаев не істеп отырсың, күтіп оны. Несін айтып, ол жамағат топ ертең өзің қаласың босқа. Ол қазір халық саған ренжімейді, айтасың халыққа, міне, қара бет дейсің, болды. Кімге керек? Дәурені өткен адамдар ғой олар. Кімге керек олар? Дәурені өтіп кеткен давно. Халық қолданса, бүкіл жерге сыйлы президент ертеңінде болсын. Қазір біздің Қазақстан деп күттей жақсылық істесе, ұмытпайды ғой, Қызылорданың адамдары отыр ғой, Нәжібаевты. Ол Нәжібаев емес, мен сразу айтамын, Қызылорданың өзінің халқы жақсы. Мен білемін, өзім Қызылорданың халқының күшті, өте пунктуальный адамдар көп. Мысалы, біз барамыз ғой Қызылордаға, 100 адам жазылама, 100 адам келеді. Біз ешқандай ойдан бастан барып өткені білеміз, Қызылордаға адамдар тәртіпті, өзі айтқан уақыт. Басқа жаққа барасың, 100 адам жазасың, 50 адам келеді. Өскеменге барасың, 50 адам келеді. 30 адам, жаңа Көкшетауға қайтып келген себебі, ол 30 адам келеді. Не пунктуальный ояқтарым. Ояқ ешқандай әкімнің шырайы шықпайды сосын. Бата Самал деген быдық қатын аяқ қисайып қалған, быдық қатын бұтық қисайып қалған. Не деймін басқа? Сәрсенбі, бейсенбі қасиетті жұма, мен енді президент құсап сендерге айтайын. Адамның 2 мезгіл беріп тұрмын, айтты ғой, жағдай айттыңдар. Ба, ханым, ерте ұйықтаймыз. Жақсы деп 8-де. Сосын кештеу бересің ба, біз ол уақытта қолымыз бос болмайды деген бір арбайған қатын болып, деп 11-де деді. Енді не әкенің құны бар менде? Саған сұрақ қойын. Ақша сұрадым ба? Бітті ме? Министрдің қатындары, депутаттың қатындары ақша керек, бөлек бата береді ме? Сен деді ақша көп, мыналар өле қалсын, қата қалсын дедім ба? Бәріміз үшін бір уақытта алайық деген сөз сондай қиын ба? Сұрақ, бата сұрақ шыққанда сұрақ. Неге сондай қиын кетсіңдер, ақша сұрадым ба дейді. Ақша салмасаң бата жоқ дедім ба? Ақшасы бар қатынға көзім аларып бата бердім ба? Деп алып, берекетсіз. Адам болмайсың сен. Адам болмайсың. Сыйлағанды білмейсің өйткені. Сыйлағанды білмейсің, сыйлағанға зар боларсың. Берекетсіз. Не күлесің? Айтып отырмайыншы? Күлгеніз. Уақытымен кіріп атаға. Берекетсіз. Нағыз. Адам болмайсың көп. Сыйлағанды бос алдыға асып қалып, екі қолды бос қойдық. Сол уақытта не істейсің? Ешкім батағын мұрдыңды қасып тастырматайын кішкене бата сұрап үйге емес па? Алып кеткен амытсып. Өзінің әнесінің уақыты бар, ұят емес па? Басқа да жұмыстар емес, басқа да өмірде жоқ па? Ештеңе жоқ па? Тек бүйтіп аспан қарап бата тілеп отырасың ба? Делать не о чем. Орысша айтқанда, қазақша айтқанда. Қазақшасы қалай айттым? Қазақшаны өзіміз де білмейміз артық. Қазір айтам мен орысша тілімізге, орысша білмесек те өтіп баратық орысша тілі өзімізді сормаңдаймыз.
орыс орап кеткен сияқты біз. Не деп айтады? Делать нечем деген. Қол айтарға сөзім жоқ па? Айтарға сөзім жоқ. Не деп айтасың? Дұрыс па? Білгіштер қайда жаңағы мектепте қазақ тілді сабақ беретіндер. Ерікпе дейді біреу маған. Жаным, енді күреміз, айқай бітті, бәрі отыр жиналыста. Тоқаевтың бүкіл адам мені тыңдап жатса елбасы айтпа. Не істеп қалай басқарасың? Өлтіп таста Назарбаевтың адамдарын. Бәріміз қол соғамыз. Қорықпа. Я с тобой, если что, орысша айтқан. Мен сенімен біргемін. Қорықпа, ешкім саған әңгіме айтпайды. Тюп-тюп, ойылып, тюп-тюп, тек тірілей. Сосын бүкіл ақшаны алды, халыққа берді. Халықты дамыт, оқыт, тоқыт, ақшаны жетеді. Қарыз жапсыз. Ешкім саған кімге барады? Кімге жұмысауға бара ма? Трамп өзінің күлін көкке ұшырайын барды. Кімге барады ол? Путинге бүйте сал, сатысын бөлісе сал Путин. Украинаның кәкәс соғысын жамағаты Путинге айтады, біргеміз деп болды. Сен бермесең өзі берді ол әлмір. Бүйте. Еді сенің штабыңды қайуға келдір олар. Бүйт. Мен солай үйретемін, басқа не дейміз енді. Мен Қазақстанның президентімен сияқты, мен тыңдап мен соны істейтін. Көресің ғой, мен білемін ғой бұларды. Мен сізге ымдап отырмын, емші ретінде көріп отырғасын айттым. Қылғындырып өлтір оларды, қылғындырып ұстап алып келеді кәкәс, көзі қисайған шалдар. Путинді жағалап жүр. Путин неге үшін қырсығып отыр, әдейі істеп отыр, пункт болып кетуі мүмкін. Потому что Украина ол жеңілейін деп жатыр. Украинаға бәлен миллион беріп, ол ана жерін бәрін алып жатыр. Енді сөйтіп украинец қасқа бұл бойлады, бәріміз жабыламыз деп аюға. Жабылалған жоқ болды. Енді отыру қасқа басын ұстап, жеңіліп қорасыз. Енді қалай етсін? Сол кезде қамдану керек еді. Енді поздно уже. Енді етек жеңін жиямыз. Енді етек жинап отырасыңдар. Өздерің соғысқан жоқсыңдар ғой. Енді партизанский соғыс. Енді қалай үйретемін. Мен шақырған советник болады. Ана Кәрим сайланды, соның советник боламыз. Сол бір жерін алып шығады, шамал миы бар, сол ішінде дұрысы. Сол бала жақсы бала. Сенімді Тоқаев. Қалғанын ғой, маңқаларды. Маңқа қазақ қалған. Сол дұрыс адам. Сол мен шақыр, сосын мен үйретемін қалай ел басқаруды. Сықитып беремін саған Қазақстан. Бір арнаға түсіп бересіңдер. Баяғыда оқыдық қой, негізі Құдай бар екен. Бәрін өзі дайындайтын ұқты, мен сонда нем бар? Мысалы, ауылда жүрген адам ғой. Осы өмір бақи осы арпасып кеткен. Справедливо орысша айтқанда, қазақша айтқанда жаңағы әділеттілік жолында күресіп кетті, бала кезімнен күресіп кеттім осылай. Содан мектепте оқыдым, ол мектепте именно сондай пән бойынша оқыдым. Содан кейін универде сондай пән, өмірде сабақ болды, сонымен мықты политикпіз, негізі саясаттанушымын. Ол былай қатын бүкіл 16 ма неше облыс бар, аралап жүрмейді ғой. Енді чорт қатын болсам аралап жүрмеймін ғой, Құдайға шүкір ғой. Мықты болғасын ғой, сол лидеріміз ғой, по-любому лидеріміз. Просто дала, ұлы дала ханды өздері ғой осылар. Өзі Құдай ауыздарына салғанша, ұлы даламын, кәдім қаңқып жүрген дала ханымымын. Ханым деген ат кетуші. Кәдім ханымбыз ғой, ханымна қай жеріміз кем. Бүкіл қазақтарын отыр. Орысы бар ішінде. Он 18-і күтем дейді, күтіңіздер. Мен емнің уақытында ешкім айқайламай қорықпаңдар, келе беріңдер. Мен емде өте сіздерді аяймын жаным. Мен бауырмал адамын, өйткені сіздер ең соңғы үмітпен келесіздер. Мен 100% оны білем. Сосын осы ниетіме сізді Құдай емдейді, бірақ келгеннен кейін сіздің ниетің дұрыс болсын. Ешкімді алдамаймын. Бәрін шындықты айтым, даже үйімде болған бір бүкпем жоқ. Сонда сізге айтам, мен өзімнің жеке пікірім Құдайдан күшті емес, бірақ ешкім. Менің осы адал жүрегім, елім деген махаббатым міне. Бір Құдай енді менің қасымда жүр, төбемде. Бір Құдайым мен әруағым төбемде жүр ойнап. Қазір өзіңіз жақсы ниетпен, арам пиғылыңмен келметек. Соңғы ақшаңмен де келіп көріп, бір жағдайың жоқ болса, қиналған біреу болса, Құдайдан үміттеніп, соңғы бір 10 мыңыңды алып келіп көрінен басаң. Құдай ақы саған көмек болады. Мен талайда халықтың осы сөзі естідім. Ешқашан өздеріңіз білесіздер. Көрінген небір кереметтерді келіп көрді, бірақ мен ешқашан халықты бөліп жарған жоқпын.
бәріңізді бірдей ұстадым. Осы ниетім емдеп жатқан сіздерді. Осы ниетім сіздерге батамды қабыл қылып. Қазір кез келген емшіні менімен салыстырып айтты, ханым, өтірік айтпа, сенен де мықты емші барса айтып көр. Жоқ, өйткені көп емші періште жолдан таятын, тоже ақшаға. Періштенің өзі жолдан тайған. Менің бір тек ұтып тұрғаным сол ақшаның алдында дәрменсіз емес екенім. Сіздер мені ешқашан сол 10 000 теңгеңіздің артында ана Алла тағала өзі көріп тұр. Енді соқыр емес, ол Құдай соқыр емес. Қаншама адамның бақыты, ертең мысалы 200 адамға ауызаша дайындап жатырмын Ақтөбеде күшті қылып. Еліме барып, күйеуім туған күні мысалға. Бұның бәрі адал жүрек. Мен бүгін қызыма ренжігенім, ол қызымды да жаман деп жатқан жоқ, ол намысы бар. Оған қиын болып тұр қазір. Оның негізі өмірін қорғылған, мен мына ананың өмірі қызға көп береді, бірақ негізі. Мен де өмірде бірақ сондай қорлық көрдім, шынымды айтайын. Түбі жақсы болады ол. Мен де өзімді сондай қадірімді білмейтін жерге барып, өзімді бірақ ол перизаттың тек бір әлсіздігі барлық жерден шыққан болып, бұл жеңе алмай тұр. Мен сондай адамдар тәрбиелеп алдым. Сақитып, мен барған жерімнен қиындықты мынадан көрдім, қорлықты мынадан көрген адамын. Мен бірақ қазір айтпаймын оны. Не істеймін? Олар түзелді өткен. Бұл да түзеп алуға болатын еді олар. Бұған просто оның неге жетпеді, білесің ба, күші? Өйткені бұл қиындық көрмеген бала болды да. Көрдің ба, мен қиындық көрген арқасында мен жеңіп кеттім, ақысқа қарсы жүздім. Бұл содан қиналып қазір намаз оқып тұр. Намазды да мен кезінде бірақ оқыдым, ол пикошқа қатты ренжіп тұрғаным перизаттан емес, ол кінә. Бар бәле біздің діннің дұрыс еместігінен. Ол мешітке барып білім алып жүр қазір. Оның үйретіп жатқан ұстаздарының біздегі, мен соған өкпеледім бүгін үкіметке. Біздегі діннің елімізге жан ашитын дін емес ол. Шындықты айтайын. Кәдімгі ол перизаттың кінәсі жоқ, діни сауаты жоқ. Ол не айтады, соны істейді, өйткені ол өтірік қоса алмайды ойынан. Құран кітапқа бар, өзі жазбайды ручкамен. Ол кәдімгі әруақ жоқ деп оқытып отыр ояқта. Аллаға серік қосуға болмайды деп. Енді ол көрдің бе? Басқа ар намыс жоқ, тексіз қыз болса, ол мысалы ақшасы бар, айтып отырмын. Үйі бар, жұмысы бар, біз беріп отқан жан-жақтан қолдауы бар. Ақшалы қыз ғой бұл, астына көлікке дейін алып бердік біз керек. Осы қиындықтан шықты енді. Ол деген көрініп, бір еркектің қиындығынан шыға алмай тұр. 20 жасында тұрмысқа шықты, 4,5 жыл бірақ тұрды солармен. Мә ұрып, соғып, шашынан сүйреп қуып атқанда кеткен жоқ, аяқтарына жығылып, әке шешемді жерге қаратпаймын деп бұл шырылдады. Бірақ ана көргенсіз Құдай қуып шықты ақыры соңында. Күндері қарап ана үйлерін бәрін істеп алды олар. Білем ғой мен киелі затпен кезінде. Сөйтіп үйлерін сатып бердім, әруақпен қымбатына мысалы кезінде оқып сол кемпірге. Бірақ үйінен қуып шықты. Өз қолымен қуып шықты ғой. Мен үйінен әлі күнге дейін Наймандардың бірақ шаңырағын сыйлаймын. Өйткені Найман деген үлкен рухы мықты. Бір қарын құмалақты шіртеді ғой. Мен Наймандарға ешқандай өкпем жоқ. Найман қыз деп үнемі құрметтеймін жиенімді. Сонда үйіне бір шаңырағына әлі бармадым. Әруағын сыйлап бармадым. Тепектеп біреудің шаңырағын басынбайын дедім. Бірақ қолымнан аялап отырған қызымды алып кетті осылар. Көрдіңіз бе, қазақтың мақалы содан айтылған. Келін барған жеріне сыйлы бола алмайды. Неге? Келсап қылды, келсап қылды бұлар. Ойына келгенін жасады ғой. Мысалы, біз де біреудің баласын алып отырып қой. Мысалы, мүмкін мен айтсам қазір сіздер жылайтын шығарсыздар. Мен мысалы кемшілік бірден айтсам жылайтын шығарсыздар. Біз одан да зор қиындықтарға шыдаған адамбыз. Ешқашан Алла тағала қол аяғы балғадай ден сау қыз ғой. Мысалы, 10 бала туғызу болатын перизатқа, 10 Найман тұқымын көбейту болатын еді. Сол мысалы, ұят қой, қыздай алып сонша ешкімге саусағын ұшын тигіздірмедік. Біз сондай тәрбие бердік, өте мықты тәрбиені бердік садық. Сол біреудің баласы бол. Ол енді перизаттың да кінәсі бе, дініміздің кінәсі ғой бұл жерде. Ол енді өтірік өзі ойына қоспайды, бізге солай айтып тұр. Мен киелі заттар сатпаймын, Аллаға серік қоспаймын. Бізге намаз оқы деп. Біздерге солай шығып тұр. Болды, сол менің ренішім осы. Ренішім не деп сұрап жатсыздар ғой, сол ренішіміз. Бізге қиын болсын, біздің жолдасы мен балам келіп, бүгін олар ұшатқа шетіде алып баратыр қызды. Ана кішкентай қызымен қосып. Болды, мен бірақ кезінде Ерсінмен сөйлестім, сонда айттым, Ерсін дедім, 2 жастың арасына есі кеткен адам түседі. Сен анаң кішкене ақылды болу керек еді, қалай араларыңа түсіп еді. Мен жасым кіші ғой, мен бірақ сен араларың. Енді қойып қояйын, мен әлі де мына кішкентай балаға обал ғой, әкесі өскен. Мен Алматыдан үй алып берейін қызыма, сосын қойып қояйын.
күттік, міне 2 жылдан астам, 3 жылға қарап қалды, күттік осыларды, 2 жылдай күттік. Беттері бері қараған жоқ. Енді біз басқа жол жоқ. Бұл баланы елге алып қайтып баратып, үйін сатып ертең, Құдай қаласа. Өзіміздің салт дәстүріміз, дініміз, өзіміздің еліміз батыс. Сол Ақтөбе, өзіміздің Атырау, Ақтау өзіміз жақ қой, қазақы, иіліп сәлем етіп, өзінің арманы. Алдында осы намаз оқымай тұрғанда маған айтатын еді, мама, менің арманым бір сондай жерге түссем екен. Келінді үй көрсетіп шақырады. Құда жекжат, бізде шеке береміз, ертең 23 наурызға қойып қойдым, 22-сі ме 23-не ме қайнағам үй берсін, біз береміз. Бүгін ауызашар береміз, бізде сондай дәстүр ғой. Құрбан шаламыз, келіндер новыйдан жаңадан түссе үйге шақырамыз, құдаларды үй көрсетіп шақырамыз. Біздің сондай тәрбиеде өскен балалар ғой бұлар. Бұлардың барған жері орыс сияқты емес, я қазақ емес. Үйлеріңізде түк береке жоқ, я ағайын туман іздемейсіңдер ме? Сондай жерге түсті ғой мына бала деген. Тым жақсы Шалқардың балаларына шыққанда осы уақытта Ақтөбенің бір бағы ашылып кететін қыз ғой, құрсын ол жұрт деген. Міне мен талай адаммен жұмыс жасаймын ғой, халықпен. Бізге еңірегенде етегі толып не бір аналарымыз келеді, шешелері келіп бізді менсінбейді, шешелері келіп біздің үйге ұрыс шығарады, күндегі қызы кетіп қалады, баланы жетектеп алып деп отыр ғой, мен қаншама адамдар. Бірақ бұның бәріне кінәлі сол барған жері, көрдің бе? Ер азаматы, мысалы, жасы болса 40, өзінен кіші қыз алып, мысалы 86 жылғы бала ғой, мына қыз 98 жылғы болды. Келін бағдарламасымен танысу, жігітпен де жүріп көрмеген ғой, дым жігітпен жүріп көрген жоқ қасқа. Содан бұл деген білмейді бала ғой. Ол кезде дұрыс біз звезда деген ауыл түсінбейміз ғой, звезда танымал болу деген. Содан бұл байқамай қалаулымға барған ғой, шошып кетіп, шашы ұзын, әдемі, салиқалы қыз келіп тұрған ғой үйіме. Бедептім қалаулым түсінбейді не екен. Сосын шошып кетіп, жігіті жоқ, жігіт болса танысайын деп барған болып тұр. Сосын ішіндегі адамдар шошып кетіпті. Қой, қарындас, сізге ұят болады деп. Қазақты көрдің бе, сіздер неге ренжисіздер? Ол Әзербайжан жігіттер қазақтың дұрыс қызын айтқан жоқ оны. Жаңағы етек жеңін ашып жүрген қыздар айтқан шығар енді. Мысалы менің қызыма солай айтқан. Дәл осы айтқан. Қой, қалаулым болмайды саған деп қайтарып жіберіпті бұны. Бұл шығып кетсек, алдынан жаңа ерсін 1-2 баламен шығып қалған ғой. Сосын ерсінің көзі түскен маған сірасы. Сосын келіп сұрап апты. Сол ана жерде жігіт айтты, анекқа барып айтқан, мына қызды келін келсін, перизатқа шығып телефонына звондапты ерсін. Келін бағдарламасына келші, онда жақсы қыздар болады. Біз аналарымызбен келеміз, сіз маған ұнадыңыз, ертең анама ұнасаңыз, мен сізді тіпті үйленем қажет болса. Содан бұлар келін бағдарламасына қатысты, біледі ғой халық. Содан ішінде шайтан қыздар болды оның ішінде. Кәдімгі үйлерінен дұрыс тәрбие алмаған, бірімен бірі төбелесер шаштасып. Сонымен ұрысап, менің қызым қорқып береді, бас тәрбиелі қыз ғой, мен былай ренжимін ғой, бірақ енді баяғыда маған сөйтіп ақыл айтқан, бұл кішкентай болған кезім, мүмкін дұрыс айтты ма? Мен жылап жатқанда балам құдағысына қызым айтады, мама, айырылма, шыдаңыз, қайтесің айырылып. Ертең мені әкесіз болса, мені кім сыйлайды? Барған жерімді дұрыс сыйламайды, мама, шыдаңыз, біз үшін деп сөйлеп айтты маған, дәл осы айтты. Мен әлі содан мен сол үшін де айырылған жоқпын. Мысалы, қызым онда ма, қызым соны ақыл айтты ма, мама, қайтесің, шыда, бәрі жақсы болады деп. Сонда жаңа енеміздің қорлығы өтті, сол бәрібір алдына қайтып келді ғой, мен немересіне көрсетіп жатыр ғой Құдайда. Біреудің баласына қорлық жасамау керек еді, ол кемпірді. Жоқ жерден келген төсек орын келіп болмады. Дымыз олмайды, соны шешемізге де кейде өкпейтін сол ғой, жаңа тірнектеп бір күттай баланы шыбыртып туа бергенше біздің көз жасымызға қалмай сол төсегімізді тездетіп беріп. Енді біздер солай қиналғасын айтамыз да кейде налып. Кішкентай тапатпай-ақ қоймады ма деп соны. Солар үшін таяқ жеді ғой, болмаса біз біреуден жаңа малқыр, пақыр сұрап, ондай жоқ. Күйеуіме көп ақша тап деген адам емеспін. Қандай күттай ақша кезде соған берекет кіргіздім ғой. Мен ешқашан мен жолдасым ұялмаса бетім айтсын келіп, мысалы бұл маған сырға керек, норковый шуба алып бер маған деп. Ешқашан алдын кесіп көрген адам емеспіз жолдасымыз. Күттай бір күн ақырам болып жұмыс істеп келсе де, мысалы мен қанағат еттім, рекет болғанды бастаттым, керек емес еді ондай көп ақша маған. Маған әділ бір нан тауып әкелсең де біреудің есігін алдын сыпырып. Сол жарайды, мен соған риза болам дедім, ризамын, өте риза болам. Солай айтқан қыздарымыз ғой біздер. Қазіргі қыздар сияқты қанағатсыз емес біз, ондай миллион тап, анау мынау біздер. Сонда деген, мен айтайын деген сол
сол келкелін бағдарламасы төбелесті ғой қыздар бір-бірімен. Бұл нанға дейін ысып бейшара соған үндемей төбелесте қашады. Содан бір ұл мекен деген бір қыз болды. Мынаған тиісіп құлағың естімей саңырау қатын деп дымын қоймай қыз саңырау қылсын деп. Содан бұл еңіреп жылайды ғой. Құлағын естімейтінін айтып мазақ қылады, аппарат кие берді ғой. Операция жасатып жақсы болды ғой. Содан еңіреп сол жоқшылықтан болды ғой. Баяғыда салқын тиген болып тұр ғой. Дым үйімізде отын болмайтын еді, отын. Назарбаевтың уақыты ғой жаңағы. Жүйрік Назарбаевтың уақыты. Ешкімге керек емес. Вообще халық ешкім керек болған қайта шамалы қайта біз қазір керекпіз. Кейде қысыламыз сол үшін. Ол кезде бізге ешкім емеспіз. Прописка да жоқ, үйлердің документі де жоқ, дымы да жоқ. Содан деген жаңағы отын жоқ, салқын деген ғой құлағына. Бейшара. Соны дымын қоймай сол жерде жылайды ғой, бұл төбелеспен ұрыса алмай еңіп, содан халық жұбатады ғой бұны. Бүкіл танып кетті содан жаңағы ерісінің шешесін алып, ерісінің шешесі өзі үкі беріп тұрып алып кеткен қызы ғой, енді өз қолымен алды, ешкім зорлаған жоқ, оларды алды. Адам алғаннан кейін біреудің баласын тәрбиелеп ал. Ондай тәрбиесі емес қой, мысалы өтірік айтады ол кемпір. Ол өзі просто баласын қызғанады, сондай ауру көп екен ғой қазір Алматы жақта. Бала деген енді былай жаман емес, тәрбиелі бала, ата-анасының қас-қабағына қарап қалған, анасының қас-қабағына қарап қалған бала. Сосын ол енді келіншек алғаннан кейін сүйген адамы ғой, енді соған да көңіл бөледі. Перизаттың тамағы тәтті деп айтады дейді, үйде атасы бар бәрі. Ана кемпір бұлданады дейді, сосын шынданып. Енді келінмен тайталасып жүреді, кухня ас үйді бермейді, тамақ істесе көре алмайды, үй жинамай істеме деп істемесе тағы айқай қылады, істемейді. Отырсаң опақ, тұрсаң сопақ деп содан айтылған болып тұр сол сөзді. Біздер мысалы мен жасым 40 жасымда, маған да оңай болған жоқ. Жасым 40-қа келгенде келін алдым мен. Бір күні үлгенде келіндер бірінші уақытта өзі жуас болады, жай істейді, үйдің бұл үйдің әрі менталитетіне үйрене алмайды, ақылай, мысалы бұның ақылай мамасы деген пысық апа болған, пысық қой, мен құдағиымды тәшірей тазайын өз істей берген ғой, біздің ақылайға дым істетпеген, сол ренжіп ақылай сол мені жақсы көреді ғой, мамам дым істеткен жоқ, ойбай өзің сен бүлдіресің, сындырасың, істей алмайсың деп өз істей беріп, мама сізге рахмет, мен деген соны қасына көмекші қойып ақылай үйреніп ал, ұят болады деп тәрбиелеп алдым ғой мен қызымды, мысалы деп айтып. Бірақ мен қызым соны ешқашан ұмытпайды, әсепасын қасына алып әсепа үйретті, қанша затты. Мысалы мен өзім сөзімді ауырғат, мен өте ақылды әйел болдым. Мысалы біреудің баласы ғой көңілін алып қалар деп білмейтін жері көп болды. Сосын мен аштыразы кімді шақырдым, денсаулығына қарап, мамасы көп нәзік деп жұмсамаған ғой. Сосын студент болған, сосын мен әсепаның қасыма алып, әсепаден күшті өзім көмекші апам бар үйде. Бәрін мен жоқ кезде сол үйретті, мен әдейі қашып жүрем, қазір көріп отырып бірдеңе сөйлеп тілім тиіп кетер, құрсын біреудің баласы ғой, көңілін алып қалар. Ол перизатқа қанша сөз мен айтып жатырмын ғой, бірақ ол анасым ғой, менен қашпайды, маған қарсы сөйлеп көрген жоқ, бірақ қызым обалына не керек. Дымын қалдырмай жерден алып жерге салып қасқа, ана бұрышқа қашып, мына бұрышқа қашып жүр. Бірақ өзіме қашпай ұрып тастаймын, ана бір шашын тартып көтенем бір теуіп баяғыда Гүлбекемен қырылғанда. Осы күні көзім ашып Гүлбекені күнде жатады, былай сыйлаймын ғой, Гүлбеке сені құрметтеймін, жақсы көремін. Бірақ қазір үйімізде тыныштық болды, білмеймін. Сонда біз дұрыс емес. Мен осы уақытқа бірақ перизатты кінәладым сол кезде. Оказывается, мына бала стресстен шыққан ғой. Сол стресспен мүмкін енді Гүлбекеге тілі тиді ма, білмеймін ғой енді. Күнде үйлерінде екеуі қырылып жататын еді ғой. Мен мына бала келді енді қазір ше, мен почти 5-6 ай болып қалды. Мен сұраймын ғой, екі-үш ай мен шақырып алып сұраймын, мына қыз саған тиіспейді? Жоқ апа, маған тым тиіспейді дейді. Мына қыз деген жынды ғой, Гүлбекеге күн көрсеткен жоқ деп қоямын. Қайдан білейін жа? Қой апа, ондай жоқ дейді. Соны білмеймін, мен Гүлбекемен айтып, мен өзі Гүлбеке отса айтсын бетіме. Түнгі 2-де келсем екеуі қырылып жататын еді ғой, ұрысып қалады. Сосын бірақ мен екеуін қосып бір күні мына қызды өлтіріп салам, ұрып саған деп. Білмеймін, енді өздерінің неге олай екенін түсінбеймін. Бірақ мына үйдегі келіншек көтені жер иіскемейді. Мен барғанда қарап отырамын ғой, әдейі ұяламын сосын. Негізі 250 мың зарплата, мен 50 мың өзім қосып бердім сол үшін. Неше түрлі тамақ көргенде әйелді, сосын кірді жайғанда да мен бүйтіп қараймын ғой, кәдімгі жаны ашып істейді, біреудің үйі деп қолын ұшымен істемейді. Ана кірлер тықсырлатып не істеп жатады, қағып жайып жатады. Сосын деген айтқызбай, ана кім жаңағы Ләйлі көштің шашын өріп қақшитып сөйтіп жатады, дым отырмайды, құйрығы жер иіскемейді. Ана берген ақшаң да адалда, өзің ұяласың. Мен өткенде мына новый үйге келдім, ана үй бұғып ататын еді, мына үйге келгенде қай күні ең бірінші істеді ғой бұл Гүлбекеде бұда. Туалетте отырсам бүйтіп ана жерге кірмей істеп жерге қойып қойыпты, қасқа ұшып кетті, кірді, жуған ғой жерге қойып алып.
жерге қойып қойып жаңағы Гүлбекеміз мен таңғалып шошып кеттім. Мен құрсын Гүлбеке мынауың қате ғой, тазикке сал или бір-бірлеп апарып жайып бер. Оны енді адамның постель үшін ме, адам денесі мына жерді біз жердің үстіне кәдімгі кілемнің үстіне қойып қойып астынан шығармады. Бүйтіп ауылда жатты. Мен айтамын, құрсын мынау қымбат үй ремонты жаңа ғана болған, мынадан шіріп кетесің ғой енді деп. Бір ондай топырлаған адам жоқ қой. Үш адамның өзінікі, сосын жаңағы қызым шыққақтай қыз үшеуінің кірін мысалы тап-таза қылып жуып бутиктеп. Біздер баяғыда қырын, енді перизат ол кім болса да адам жұмсағаннан кейін ол требовать етеді ғой. Саған бостан-босқа ақша кім береді? 300 мың теңге мысалы бақытыға баратын еркектер алады оны. Мұғалімдер алады міне. 2-3 диплом бар мұғалім, онда да анау шарапай мұғалім алмайды, онда жезақ мың алады. Ана мықты он разрядымен, прозрядымен алатын қатын. Ой, құдай таңертең кешке дейін қағаз кеміріп, мектептің ішінен миы бүйтіп айналып шығады, оны алып. Мынау деген мысалы үйде дәу үй шашылмайды. Ойнап күліп, соған 600 мың сұрады ғой Гүлбеке. Өзіне өзі істеді ғой мына Гүлбекелерде отыр ғой енді. Ренжи алмайды шығар маған. Мен бетке айтамын, біреулер сұраңдар, не үшін кетті Бағдагүл ханым, саған неге ренжіді, неге айқай болды деп өздерің сұраңдар, айлығыңды бермеді ма, қорлады ма, зорлады ма, таңертең кешке аяғына мұздай жерге апарып жұмысқа салып қойды ма, қарақыста. Бір аяқпен тұрғызып қойды ма деп сұрақ көріңдер жайлап өзінен. Жоқ, ол ештеңе айта алмайды бізге. Біздер өзіміз ішкен тамақты беріп, жуындымызды берген жоқпыз. Самолетпен ұшырдық деп, күнде ресторан, күнде қыдыру, туған үстіміздегі қымбат киімімізге дейін шешіп бердік. Ханымдай қылып, Гүлбеке ханым болды ғой, жұрттың бәрі Гүлбеке ханым деп құрметтеп. Мысалы сондай ғой, айтсаң бәрі әңгімеміз. Өздеріңіз көп сыйлағанды білмей қалады ғой, көп адамдар бар өмірде. Сыйлағанды білетін адамдар ол өте аз ғой. Сосын ол өмірде осындай қиындық болып жатқан. Айтады ғой, сиыр сипағанды білмейді, жаман адамдар сыйлағанды білмейді деп. Солай ғой. Біздер мысалы өмірде өте қатты сыйласам мен өмірде қатты сыйласам. Енді кеше қайта Бекошин қимайды, бауыр басып 5 жыл тұрды апасындай. Кеше жазған ба қиналып. Өзі ұялып жүр енді, өзі де ұялып жүрген шығар деп ойлаймын енді, бізге айтып жылы сөзін арнап жатыр. Мысалға, өздеріңіз көрдіңіздер ғой, менің қасымда Гүлбеке жүргенде шарқырап жүрді ғой, күнде әдемі неше түрлі көйлегін киеді, астына көлігім алдым деп айтып жатыр, үйін ремонттады мамасының, ұялайын деп жүрді, батамыз да тиді, шарапатымыз да дейді. Гүлбекеге бүкіл Қарақалпақстанның голдын беріп қойдық. Енді білмеймін, менен қателік кетсе, бірақ айтарсыздар, қай-қайсыңыз менің қасымда көмекші қыздарыма тек менің қателігім көп адамға бүйтіп не қылып кетемін. Қазір кішкене қорқам. Ана мен жолдасымның да жақсы жері бар, енді жақсы жері бар, кеше өкпелеп жүретін кішкене. Жаңағы кезінде көп қиындық көрсетті, енді қазір жүр ғой тым жақсы болып. Сол жаңағы өкпелеп едім кеше, жаман нағыз деген намазхан болдым, еміз ағыз біткізді. Сол өмірде мен айтайын дегенім, мысалға, ол кісінікі де дұрыс, ол дистанция ұстайтын еді ғой. Мен соған қарсыласатын едім. Олай істеме, қарапайым бол деп. Сонда менің жолдасым маған айтады, мына кімді? Қарақалпақ қызды дейді, Гүлбекені дастарханға шақырма дейді маған. Қазір біз тұрамыз, содан кейін отырып өзі үшін. Ол осы үйдің күтушісі ғой, көмекшісі, неғысы, дастарханға шақырма оны деп. Мен сол кезде айтам, қой, олай сөйтсе, ол айтады, ол ертең уже өзін ханым сияқты сезінеді. Ол уже сенің айтқанға бағынбайды деді. Естімедің, сол айтқаны болды. Ол баста маған солай үйретті. Енді мен жұмыста қазір Астанадағы жұмысымда да қыздар жүр, қыз қорқам, екеуі де жақсы, бірақ көп ана Гүлшат былай көргенді қыз оны айтады, маған бүйтіп ымдайды, жоқ деп. Бөлекше тамақ ыңғайсыз мен онда үйренбеген ғой, ана қарапайым өсіп, қанша мен енді қаным болсам да, ақшам болса да, танымал адам болсам да, мен бір кешкен жақсы көремін көмекшілеріммен қасымда. Соны оказывается болмайды екен ол. Естеріңізде болсын. Менің өмірде жіберген қателігімді сіздер жібермеңіздер. Оказывается, Алла тағала ол сол көтере алмағасын бұларға бермейді екен ғой. Бұларға деген біз сияқты ханым болса, бұлар деген сіздерді тебет дейді, ұрады, соғады сендерді деп ойлайды. Өйткені бұлар көтере алмағасын Құдай солай. Оказывается, төмен қылып қойған болып тұр ғой, көрдің бе? Үндістанда сол үшін бұл қайыршыларды көп қолдамайды ғой. Потому что олар Құдай өзі біледі, бергісі келсе береді, Құдай бергісі келмейді, бермейді деп. Мен кеше жұмыстан 2 келіншек, өйткені мен жұмыста қанша адам жоғалттым ғой солай. Өзіммен бірдей көрем, өзіммен бірдей ұстағаннан кейін басынып кетеді да мені, басыма шығып. Енді кеше де кім жаңа қасымдағы Гүлшат, ол сәлетіне келіншек, ол енді көргенді адам, ол бастық қой енді кішігірім, ана жақтың басшысы ғой қазір орталықтың. 2 көмекшісі бар. Ол кісі мен бүкіл дастарханымды жасап, өзімнің кабинетіме апарып қояды. Сосын мен ана жақты мен бірге шейінсем басым бүйтіп шайқайды маған.
жоқ ханым, өзіңіз отырып жақсылап ішіп алыңыз. Олар ішеді ғой, мына жақтан қазір береміз ғой деп. Сосын мен ішіп болғаннан кейін енді жеймін, анау мынау печенька не бәрі ауысып қалады ғой, мен көп жемеймін. Сосын барып апарып шай береді, бар ішіңдер деп. Мен сосын біртүрлі боламын. Оказывается, негізі дистанция ұстау керек екен солай. Мен өмірде жіберген қателігім деп солай ойлаймын, өйткені көп адамды жоғалттым қасымнан. Ана бұйра шашты да жоғалтып алдым, потому что олардың бәрін өзіме тең дәрежеде ұстадым да. Таиландқа бардым. Мен Таиландқа барғанда өз-өзімнен көріп туған сіңіліме дейін сөйтіп ұстадым ғой. Өзім адам болып, мені жұмсап қойдық олар деген. Мен бойымда ештеңе жоқ еді, ана жаққа маған көмектеседі. Киімдерім жинасады деп 5 миллион әрқайсысына миллион төлеп ең қымбат ательеге апарғанда өзім жұмсап қойды қатын. Шоқ шығып кетті мен. Одан кейін соланы анар бәрін тең дәрежелеп күшті звездалармен бірдейміз ғой біздің дәрежеміз. Танымал адамдармен, мына Гүлзира, мына Қарақаттармен бірдей ғой менің дәрежем. Олар деген халықпен былай десең кішкене тақап дистанция ұстайды олар шамалы. Олар бүйтіп ана кеше мөлдірдің өзі мықты оғыз. Ақын қыздармен кішкене салмақтылау сөйлесіп дистанция ұстап тұрып бүйтіп. Маған басқаша сөйледі. Өзімен бірдей сөйледі, қалған қыздар кішкене дистанция ұстап тұр. Оказывается, ол да дұрыс сияқты. Мен өзім енді өмірде сабағымды айтайын. Потому что мені басынып кетті олардың бәрі. Басынып, ақырында өзімді ит қылып, мазақ қылып кетті. Өзімен бірдей ұстадым енді, шынымды айтайын. Менің бір ғана қателігім естеріңізде болсын, Бағдагүл ханым қасынан мен оларға әлімжет жасап, ақшасын бермей қалып, олар ұрып соққан ештеңем жоқ. Өзіммен бірдей көргенім үшін сыйластығымды жоғалтып алдым, шынымды айтайын. Оказывается, олар қазір адамдар қорыққан сыйлайды екен ғой. Қорыққан сыйлайды екен, соны түсіндім. Оларды үнемі қатты ұстау керек, өзіңнен аулақ ұстау, менсінкіремей тұру керек, сол кезде олар сені сыйлайды екен. Мен соны түсіндім. Бірақ олай істей алмаймын, бірақ мен ондай қанымда жоқ. Өзімнің шыққан жерімді, мен енді өзімді текті жерден неге шыққан, нағашыларым бәрі ел басқарған, атам да менің мықты болған, бірақ мен өзім қиыншылық көргесін қысыламда, Құдайдан қорқам өйтіп істеуге. Бірақ солай істеу керек, өйткені адамдар оны түсінбейді. Мен соны білдім өмірде. Оларға деген тұшты, мына менің менің туған сестренкелерім өзі деген менен мықты ғой, гәнайт етіп деген менің Гүлшаттың майшасы астынан мініп алыпты деп гәнайт етіп жүр. Ханым сол сияқты қайта. Мен айқайлап тұрсам болғанда жауызын деп. Мен мысалы олар деп биткенге олар мені сыйламайды. Гүлжанаттан қорқады бәрі. Мен енді былай қарасам осы сіңілім ғой. Ол Гүлжанат деген көзбен бүйтіп тұрып жұмсайды олар. Оказывается деген солай болу керек болып тұр ғой. Бірақ та мен оған негізі наоборот сондай адамды сыйлау керексің ғой сен. Дұрыс адам болсаң, өзіңмен бірдей ұстап тұрған, өзің қарапайым ұстаған адамды сен наоборот құрметтеуің керек та. Ол ең жақсы адам ғой түсінген адамға. Сіздерге наоборот мұрнымды таңқитып, мен түсінбей тұрсам, менің бір жеріме кіріп шыға келейін деп тұр бәрі. Ой, құйрығым сөйтсем, құйрығым түкірігім түссе, түкірігімді қағып алайын деп тұр. Мен өзімнің өмірде жеген опығымды айтып өтірейін, енді келесіде мүмкін сіздерді бір сондай бастарыңызға бақ қонса, мен осы сөзімді естеріңізге алыңыздар. Бағдагүл ханым солай айтып еді, байғұс деп. Мен де қашанғы жүремін дейсің, мен де пендемін ғой, бір күні Құдайдың адамымыз кетеміз де. Маған өшім көп өмірдің керегі жоқ, міне тұр ғой, ертең осы мүшел жастан өте алмай қалсам да ренжімеймін. Осы әдемі қалыптыма кеткім келеді, мен Қазақстанға елім ғой, туған елім, қатты да бүгін айттым, бірақ көңілім қалғансын. Ол өйткені жақсы адамдар аз да, жақсы адам болмағаннан қадірің де болмайды. Ол ертең қадірсіз өмірден мәңгілік қадірлі өміріме барғым келеді, шынымды айтайын. Ешқандай өліп баратқан ештеңем жоқ. Мен көрдім ғой енді, рахмет Алла тағалаға, бұндай көрем деп ойлаған жоқпын. Ата-анамыз барып көрмеген жер шарының бәрін араладық қой. Кешегіде даже 8-10 сағат ұшып осы Астанадан мысалы жер қақ ортасына барып келдім. Қақ ортасы ғой почти анау. Мұхиттың арғы жағына барып келдім. Күн ыстық, мына жақта күн аяз. Енді ол неше 10.000 километр шығады анау. Сондай қашықтыққа барып келдік қой. Оның бәрі де мен өмірді көрдім, рахмет. Келінді алдым, Құдайға шүкір, бір жарым күй балалы да болып көрдік. Ризамын. Әкем, шешем көрмеген затты көрдік қой. Үйім болады деп ұйықтаса түсіме кірген жоқ. Мен басымда күтті ғана үйшігім болса деп армандаған адамымыз ғой. Бәрі болды. Әр қалада үйіміз болды деп шүкірмін. Ешқандай өкпем жоқ. Енді тек осы әдемі қалпында тайып тұрғым келеді, шынымды айтайын. Алды-артыма қарамай қашып тек. Істеймін болса, жақсы адамға орын жоқ. Қарапайым болғаным үшін кінәлі болам. Көңілдеріңізге қараған үшін де кінәлі болып жүрмін. Өзім біліп тұрмын ғой, жамандардың бетіне айтып қояды, әдеті бар. Біздерге өмір сүру өте қиын, достар.
сондықтан бұл өмірде тек сол алаяқтар жаңағы береміз жолымызды, иә, ренжімеңіз, босатамыз ғой, иә, ала қойыңдар, сендер ұзақ өмір сүре қойыңдар, сол алаяқтар, жемқорлар, жаңағы еліне жаны ашымайтын ұятсыз, арсыз қыздар мен арсыз қатындар, иә, жолымызды босатайық, ұзақ өмір сүріңдер, 100-ге келіңдер, ұялмай арсыз. Өйткені о дүниеде сендерге жол жоқ қой, мияқта жақсылап өмір сүріп алыңдар, уақытша өмірлеріңіз бұл. Біз мәңгілік өмірде, Аллаға шүкір, жанымыз жай тапса, рухымыз таза болып барсақ, ол дінді ешқандай заң көмектесе алмайды. Осы әдемі баладай қалпымызбен халықтың есінде қалсам, басқа бір түйір, 1 грамм арманым жоқ. Тек бейнетсіз берсін деп тілеймін. Адамнан жанның да шығып кетуі қиын дейді ғой. Жанымыз тек қиналмай шықса екен, тек Алла тағаладан бір ғана тілек. Андай ауырып, сырқап, масыл болып, біреудің көзіне бейшара халде болмай, сол ұйықтап жатқанда тұрмай қалсам, бір жол апатына түсем, ешкім бірақ жол апатын тілемеймін, өйткені қасымдағы адамдарға да зиян тигізгім келмейді. Өзіммен өзім кетсем екен, тек ұйықтаған орнымнан тұрмай қалсам болды, басқа арманым жоқ. Ешбір дүниеде арманым жоқ. Армансыз болып өтеді. Бір өмірде жол жоқ. Мен емші Бағдагүл ханым, еш нәрсені жалған жанымнан қосып емші болған ештеңем жоқ. Бірақ мен көрген, міне ата-баба мен көрген әруақ болса, 2009-дан бері бір дүние ашылды ғой маған Құдайдан. Сол дүниенің әңгімесі осы. Ащы да болса, шындық мүмкін жандарың тәтті ғой, жандарың шығып атқан шығар, бірақ шыға берсін. Жүрегіңіз жарылып кетсе де айтарым сол сізге. Ешқашан орын жоқ саған. Ескертіп қоямын. Бұл дүниеде жақсы болып өтпесеңіз, сіздерге орын жоқ. Айта береді ол, намазы бар, жоқ. Ата-ананы сыйламасаң, күйеуіңді сыйламасаң, сол күйеуімізден бір керім, рахат көріп, осы байдан басым айналған ештеңесі жоқ. Сол Құдайдан қорқып, әруақтан қорқып, әке-шешемізден ұят болар, бауырларымды қара бет қылмайын, бала-шағамды қара бет қылмайын деп өмір сүріп жүрген ағаларымыз ғой біздер, сондай адамдарымыз ғой. Ештеңе етпейді, жаңағы өліп бара жатқан ештеңем жоқ менің. Бір қимай осы кетіп бара жатқан. Беттік қой, бәрі де өз уақытымен 40-қа келгенде ене болдық, ас үйді бәрін босатып бердік, біреудің баласын алдық, қандай қылып құда-құдағайымызбен қалай сыйласамыз, халық көріп отыр ғой. Бар жақсылықты салдық, көпке үлгі болдық. Құда-құдағайымыз, Алла шүкір, 5 елге барыппыз ғой өткенде. Неге Египетке барған екенмін құдамен, Дубайға бардық кеше, Таиландқа барыппыз, Түркияға барыппыз, мына неге бардық, Ресей ма, 5 мемлекетке барыппыз, өзі айтады құдағай көріп. Өзбекстанға бір жаққа, общем 5 елді көріппіз бірге. Сондай керемет сыйластықта жүрген құдағайым мен құдам ғой. Мына менің ерсінің әке-шешесі ренжімейді, өткен бейбарыстың тойына келгенде жерге аяқтарын тигізген жоқ. Перизаттың тойында да құдағайың құрдасыңдай болсын, құдағайың сырласыңдай болсын деп, біздің салт дәстүрден басқа деп, мысалы мен құдағайым сынаған жоқпын, өзі біледі ғой. Жоқ нәрсесін білдірмей әкеліп қойып, солар әкелді деп шырайын шығарып бердім. Келгенде өзі еріп білген құдалар отса, ұялмаса айтсын енді. Бір аяқтарын жерге тигізген құдайын темекісіне қадап салып қойдық. Пойызға дейін тек отыр десе отыр, тұр десе қыз алдық деп те шалқайған жоқпыз. Ақырда сұраған жоқпыз, тақырда сұраған жоқпыз, мақырда сұраған жоқпыз. Алдын бір кесіп көрген жоқпыз екеуінің. Бір жанұя сау жанжал шығарып көрген жоқпыз. Баламызды қолымызбен беріп ұрды да, соқты, қайсыңызды соқты. Бір ауыз мен құда-құдағаймен әңгіме айтып көрген жоқпын. Бүкіл Қазақстан мөлшерде міне өздері жылы есіктерін жапты ғой енді. Өздері бізден артық құда-құдағай тауып алсын енді. Жылы есік, просто менің баламның өміріне қол салды да бұлар. Жастай қызды алып алып, тым жақсы біреудің шаңырағын биік ұстайтын адал қыздар ғой, бұлар адал көрінбей, өз орнын таба алмай қалды солардың кесірінен. Енді бір жақсы адам жоқ, маңдай ашылар, енді бұйырған маңдайға жазғаны болды енді болса да. Соған өкінемін да, біреудің баласын алғаннан кейін олай жасауға болмайды, мал емес қой, ол үйіне кіріп кеткен. Адам баласы, оның да сұрауы бар шығар. Адам баласы ғой, адам баласы ғой. Жасы болса, менен үлкен 62 жылға әйел ғой мысалы. Адам жасы үлкенге қарамайды көрдің бе өмірде. Көргенділікке қарайтын болып тұр, жасы үлкен бола берсін, түйедей жасың болса да, басың болса да түйедей. Оның ішінде дұрыс болмаса. Ең жаман нәрсе, ол айта береді, мына мен өмірде көп ақылды аналарды көрдім.
Құдай да күшті ғой, жаңағы жаман күшті ақылды аналарға бір кем дүние қылып келін береді. Бірақ соны шырайын шығарып алады ғой, мысалы қарап отырсаң. Керісінше күшті қыздарды алып алып, жүнін жұлған тауықтай қылып, шу қанып отыр ғой Құдай. Мен білемін, мені өшін алды Құдағай. Өшін алдың, жеңдіңіз Құдағайсыз. Мені көре алған жоқ қой, ой, өшіңді алдың ау деп жатырмын. Менің өсігін рақаттанып күліп отқан шығар. Ол сондай адамдар ғой, содан удовольствие алады ондай кісілер. Ол рақаттанып отыр, ол бізден кәдімгі қызын қаңқытып, менің күні-түні көз жасымның көл болып, қызымның қиналғанда ол удовольствие алып отыр. Біз ондай нәрседен қорқамыз ғой, бала біреудің көз жасына алып қойдық па екен, Құдай-ай, қаяғынан қате жібердім деп. Біз қорқамыз ғой мысалы. Саған көрсеттім деп отқан шығар, Бағдагүл ханым болғаныңды, ханым қылдырам ғой мен сен деп отқан шығар. Елге күлкі қылдым, абыройыңды айрандай төктім деп отқан шығар, қызының айырылып барсын. Елге күлкі бол, ханым ау, ханым боласың, міне боласың деп отқан шығар маған. Айта берсін. Әр нәрсенің де қайыры бар шығар енді. Бұйырған болады да. Кезінде маңдайына шам тимей жүрген қыз еді ғой. Өшін алды, не болса да, Құдағай өшін алды мен. Асылап тұрып алды. Бірақ ешқандай жаманшылық жасаған жоқпын. Үйіне соғымдай сойып апарғанда бір асым етін аспай бедірейіп, ұрыс шығарып, ұрыс деп отқанда да ұрыспай үндемей шығып кетеді. Дыбысымды аяғын ұшымен жүріп, дыбысымызды шығармаймыз. Талай отырды ғой, мысалы, Құдайдың етін аспай әдейі перизатпен ерегісіп, ұрыс шығарсын деп. Мен сондай ақылсыз ене болсам, сол күні ұрыс шығарам ғой. Бірақ оларға сондай адамның негізі ұрыс шығарсам ұнайтын еді маған. Ол қатынның басына найзағай ойнатқаны ғой осы уақытта. Онда күшті болатын еді. Мен бірақ ондай істей алмаймын, достар. Біздер текті адамдармыз ғой. Тектілік деген сол ғой. Тектілік деген сол. Енді еңбекқор күшті болған неге шырайын шықпаған. Қазір ең кеміс адам ұқсап қалды ғой, мысалы, обал ғой, мысалы, ұят қой, мен қара бет бол, содан қашты ғой, бармады ғой, жақсы ет өлігін көрсетпейді, әрі бері қашты ғой. Енді біз бұны жалғыз қалдырмаймыз ғой, бұяқта қазір өз-өзіне қол жұмсаса не істейміз. Қайта намаз оқып бол, кішкене өз-өзін ұстап тұр. Өткеннің алдында осыдан бір ай бұрын өз-өзіне қол жұмсағысы келіп бұл бала дейді. Соның бәрі үйіндегі қайта нянка қыздың арасында аман қалды. Осылардың істегені ғой енді бәрі. Ол намысты адамдарға қиын ғой. Байдан айырылу оңай емес қой ол. Ол жаңағы жүйрік қатындар айырыла береді ғой. Ол байдан айырылып өмір өзгерту деген ол өте қиын нәрсе. Ол деген өте қиын нәрсе ғой. Ол жаңағы оңай нәрсе емес. Ол амал жоқтан барады ғой көбісі. Ол нағыз дұрыс адамдар байдан айырылмайды ол. Байдан айырылам деп айтатын әйелдер ол дұрыс емес әйелдер айтады ондай. Бұлар деген айырылмайын деп шырылдады ғой. Бұл деген Алла тағаланың құдіреті бірақ шексіз екен. Баяғыда мен айтам, бірақ кейде ойлаймын, ата-анаңа да не істесе алдыңа да келеді негізі. Баяғыда мен күйеуімнің жағы сөйтіп не істеген кезде айырылайын десем 10 баламыз ғой, үйде баратын жеріміз жоқ болды, біздің ішіміз айтады. Қайда перизат малады, менен де мықты екен ол, бірақ Пекоштың баратын жері тұр ғой құрсын. Бір қыз маңдайда. Біздер менің мысалы баратын жерім болған жоқ, намысым болды. Біз үлкен ағам болды, ол да жағдайы жоқ қой, үйлендірді, сул жабағы. Сосын келіншектің қолында тұр қыздың алған. Күнде әңгіртаяқ үймен кіріп, қазір әйелдерден жаман ғой. Сөйтіп ажырады, ол да қасы ақыретті көріп. Одан мына бір сіңілім де сол жағдайы жоқтықтан қасқа ауырып тоңып, ол да күйеуі дұрыс болмады. Содан мен сөйтсем ұят қой, мен де күйеуге шығып қорлықты көріп жатырмын. Сол кезде жаман жыладым бір күні. Марқұм шешемді аяйын, сосын жыладым. Мама, неге бізді көп қылып тудың? Таға алмасаң, неге тудың бізді құрсын? Осындай қиындыққа біз қалай шыдаймыз деп. Енді айырылып барайын десем, жоқ, қайыққа бармын, ұят қой. Сендерді қара жерге тығылмай, өмірім қор болып қалды ау деп бір түйір қыз, бір түйір ұл болса айырып бара қоятын едім үйге деп сөйтіп шыным келіп жылайтын едім. Артынан қызыма деген айырылма, жұртқа күлкі қыласың деп айқайлап айырылтпайтын едім. 4,5 жыл шыдаттым. Содан бір күні шешеміз қайтты ғой, сөзіміз ауырмас. Бір күн түс көрген, ол да әдейі істемеген шығар, 10 бала ғой енді. Кейбір кісілер ондай балаларды алып қадірлеп жатыр ғой, ол кезде бізді қадірлеген жоқ, өтірік айта алмаймын. Менің енем де мықты кісі болды ғой. Қазір жуас құсап отқан мен кезінде тентек кісілер болды ғой бұлар. Қазір қойды ғой енді, өзінің арманын бәрін орындадым енді. Ол кісі мені бай болмады деді, бай болдым.
сосын қойды ғой, арманына жетті ғой, шүкір. Бірағынан жақсы болды, рахмет айтамын, бірақ ол кісіге де. Жаңа ене ширатып бір алайын деген шығар, мені ширатқан шығар дедім, мен бай болған жоқсын, бай болмаған деген сайын тек алға ұмтыла бердім, бай болайыншы деп. Содан бай болып кеттік қой, шүкір. Қазір не айтады, үй салып бердік, басынан төмен қарай құйып отырғасын, не айтады, арманына жетті ғой, ол кісі не айтады, енді ештеңе айта алмаймын. Содан жаңағы енді бір жағынан ол кісінің де сондай болғанына қуанам. Ол өте бүйте берсе, мүмкін мен мұндай жағдайға жетпеймін, қайда ол бүйте берсе, әлпештей берсе. Оның да бір жағынан жақсы болды. Қинаған сайын күшті болдық қой. Одан кейін бір күні жаңағы әлі есімде, содан жаңағы осы перизатта мен күнде қақсап отырамын, пикошқа айтамын, сыйып кет, барған жеріңе күшті болып кет, дымда қылмайды, уақытша ғой, қиындық, жассың сен әлі, шыда деп жассың. Қызымды үйіне барғанда кейде шымды келеді, маған айтады, бүйтті өйтті дейді, мен айтып, үндеме перизат құрсын, ойбай бермей ақ қойды, шай құрсын, тамақ құрсын, бермесе үндеме отыра береді деп, Димаштың концертін қараймын, құдағайдың осыны, қадағай-ау деп, ана фартукты киіп алып жағаласып жүреді, аяққа барып, құдай не бар десе, әпей тіккен бір аяғы болады, тоқпақтай болып аяғы, отырсай сол деп, нені фартукты байлап, құдай сақтасын. Анау жүреді, екеуі жүреді, құйрықпен қағысып көкінеді. Мен отырам, құдай құйрығымен деймін алып, бұл жерден аман шығып кетсе екен, құдай-ай, ұрысып қалмай екеуі аман шығып кетсе екен, бұл жерден. Анау ұрыс шығар, сол мен көрінше шешесін көрінше ұрыс тұрам деп әйде, анау да жүреді, тек соғыс қызыма ымдаймын, ойбай, үндеме, қызым, шайнекті бермейді, бермей құстырсын. Анау жерге отырса, соған риза болып жүр. Ана жерге отыра ма, шайнек бермейсіз, қызың дым істемейді деп айтқысы келіп тұр ғой маған өзінше. Ойбай, тіпті не істеріңді білмейсің, қай жаққа тығыларыңды білмей, құда келмесең тағы айтады. Шешең ханым ғой, ол бізді менсімет келмейді. Соған келсең анау, ойбай, құдай-ай, тезде уақыт өтіп болмайды деп ондайда. Ибай-ай деп, осы аман есе өшіне шығып кетсемегенде отырасың. Сөйтіп талай қиындық көрдік қой, сол жаңағы бір күні білмеймін, түс көріппін. Түсімде шешемді түс көргем, үйге күшті қылып қонақ шақырған екем деймін, Ақжарда. Содан бір кез далаға шықсам, бір шубы, далада жаңбыр жауып тұр екен. Бір әдемі, новый норковый, су жаңа әдемі жарқырап тұрар шубы. Далада тұр, жалғыз өзі, судың астында іліп қойған. Сосын мен үйдегі әйелдерден сұрамадым, құсым мына шубыны кіміріп кеткен, бір ұрлап кеткен басқа. Далаға қойған, су қылып оны деп, жаңбырдың астынан. Сосын бір әйел айтады, сен мамаңның шубысы ғой? Мамаң дейді, мен айтып, ішімде, мамам енді қайтыс болған кісі ғой. Білмеймін, бірақ айтып, мамаңның шубысы бәрі ішке шет, мамаң далаға шешіп кетейді. Оянып кеттім, мен тұрып бірақ бір түрлі болдым. Мен өлген кісіні неге өйтіп айтты екен деп, өлген кісіні көрген бір түрлі ғой, енді бірдеңе ескерттім екен маған, құдай-ай, не ескертіп тұр екен мына кісі дедім. Норка деген негізі қыз бала екен ғой, қыз бала. Содан біз білмейміз, сонда звондамаймыз ғой, біз ата-енемен тұрады деп ойбай, қорқамыз звондауға. Ұят болады, ата-енесі шай құйып жатар деп бір сондай ұрлық істеген сияқты звондамаймыз, шарбамыз болмаса. Содан бір кезде күйеу баламыз өзі звондап тұр, қожайынға. Қыздарыңыз 2 күн болды, біз қайтарып жібердік, бізге керек емес болды, анау мамаммен сөзге келіп қалды деп сөйтіп тұр. Талпаңыздар қайда екен білмеймін, телефон шошып кетіп, қызымыз да бізге айтқан жоқ. Ойбай, біздің танысымыз да жоқ, Гүлсайран деген подружкамыз бар, есікте тауып шеш, бір қызға қайық етіп, көпесін құшақтап, үйдің киімдерін бәрін дағытып, ана шешесі айқай шығарып, ұрыс шығарып, қуып шыққан ғой, бір кеттік. Содан бұл айтуға намыстан аяғына жығылып жалындым дейді, жылап, кешір енді сөйлемеймін, не десе де жүрем деп айтқандарыңмен. Мамамнан ұят болды, мамам қанша тапсырып еді, мені қарап ет қыласың, перизат кеттің ба, келме деп еді, өтінем кіргізші деп шалым кіргізіп еді, тек шалқасынан жүріп. Баласымен бірге жаңбырда қуып шыққан ғой соны аналар. Соны жылаған көз жасы, ана норка шубы болып, соны шешем неге, сонда мен айтамын, шешем айтқан, соны мен, шешем марқұм маған айтқанша, қызың ғой, жалғызсыз кіргізші деп, норканы. Баяғыда маған ренжіді ғой, талай жылап, мама сен көп бала тудың, мен айырып келсем, сонда шешем үйге барған айтады, құрсын шыдашы, қайтесің, бәрі өмір ғой, ертең бәрі жақсы болады деп, шешем жұрттан ұят болады ғой, біздер не ойлайды жұрттар, сен ақылың бар ғой деп, шешем мен сенейді үйге. Соны мен өзім алдыма келді, сонда айттым ғой, жалғыз қызыңды кіргізші дегенде болған шығар шешем. Баяғыда мені кінәладың ғой, бір түйір қыз болғанда айырып беретін едім, бір түйір қыз туман, енді бір-екі түйір балаң ғой, кіргізші үйіңе, қызыңды далаға тастаған не деп айтып, сонда маған түсіме аян беріп тұр ғой қызға.
шошып кетіп содан кіргіздім енді қызымды қайтемін енді іштен бірақ жаман арланды масқара біз ондай үйренбегенбіз ғой ойбай жер шығып қалды ма жер шығып қалды ма қызым қандай болып жарқырап қаным болып жүргенде жер шығып қалды ма деп ойбай сіңілдеріміз біздің айырып ондай жоқ қой бізде қыздарды мен айырмаймын үшін бүйтіп ұстаймын бәрін содан үйге алып келдік енді қызымды қой енді өлтіресің бе далаға тастап келгенде үй жоқ ол кезде ода содан үйге келіп қызым айттым бірақ оңбаған дедім бізді тыңдамадың ғой дедім алматы оқимын деп осында күшті адамдар күнде қыдатысып келеді қызыңды бер деп сонда бізді тыңдамай оқуға кетіп едің тапқаның осы болды енді үйге келіп дедім мына чемоданды ана жерге қойып қой дедім ана жерге ішіндегі киімді вообще шығарушы болма дедім күтіп отыр дедім мен енді ел аралап жүремін ғой адам қараймын күтпей жұмыс істеп келейін ақша істейін күтпей ақша жинайық сосын үй алып берейік енді саған бөлек шығармаса олар келінге де ол кезде бұндай қатты таппаймыз жағдайымыз ондай қатты емес үйдегі балаға маза бермейді біреудің баласы мына келінге маза бер келінмен сөзге келіп жүрмей масқара болмайық жұртқа күлкі болмайық ойбай келін де құтырады ғой қыз деген сол ғой қыз бала айырылған деген қазақтың ырымына жаман ғой достар қыз деген ауыртпалық қой өте қатты ауыртпалық енді ол әдейі істемейді ғой бірақ үйдің мына төркіннің берекетін алып кетеді дейді қыз ол келгеннен кейін келін де біртүрлі күшейіп тұрады өзі белгілі ғой келінді де қазір қызың айырып деп сыйың болмайды ғой сөйлерге сөзің батпай тұрады ғой ешкімге сосын айттым үйге келіп мына келін маған бүйтті қабақ түйді деп мазамды алма үндеме енді үндеме дыбысыңды шығарма киімдерді шығарма мына жерден жуып қайтадан салып отыр күтесің бір-екі ай мына қызың сосын Ердоғанмен төбелесіп жүрмесін төбелессе де үндеме енді біз саған жақтаса алмаймыз қазір ана жиенді не істеді тамақты мынаны қалған жейді енді солай өмір сүресің енді өмір құдай маңдайына жазған шығар солай сені жуындысын ше деді мына Ердоған не істейді енді басқа шешесі әкесі тірілейді сабатқасын кім сыйлайды оны әке мен шешенің орны сол емес па соның бәріне шыда дедім ғой саған деп айқайлап қызымды жерден алып жерге салып сосын сіңілдеріміз звондап құрсын үйде мен кеткенде мыналар төбелесіп масқара болмай мына қызды үйлеріне қонаққа шақырасыңдар ма қондыруға алып кетіңдер арасында үйде отырып алып төрт қарам билеп жүрмес шаңырағымды келіп деп сөйтіп жаңағы сөйтемін бір күні шошып кеттім историядан қарасам жаңағы киімдерді іліп ма бірдеңе істеп жинап жүр үйді салып қойыпты киім жинай тұратын бөлмені шошып кеттім ойбай киімдерін шығарып жатсың ба деймін жоқ мама құрсын киімдерім тұр ғой дейді ақылайға көмектесіп жатыр екеуі үй жинап жатыр дейді деп шошып кеттім жаңағы әр есімде үй алып бердік қой қаладан Алматыдан келіп содан күйеу баланы шақырып алып сөйлестім айналайын ақкөке семья бұзған деген жақсы емес ол жанұя деген ол оңай зат емес қой ол мемлекет ол да бір әлде де асықпа сен ер азаматсың ғой құрсын енді ана да керек анаңнан да айырылма әйел де керек қой әр заттың өз орны бар ғой мына айырылма жанұяңнан енді бөлек шығып көр мамаңды тыстай алмасаң анаң хотя бы суббота воскресенье келіп тұр мына пикошқа балаң мен әйелің ғой енді анама ұнайтын алсаң аларсың енді екі қатын қылып қой тақа болмаса енді жанұяңды сақташайшы деп сөйтіп 2 жыл күттік қой ана мамасы ақыры жіберген жоқ қызға 2 жыл күттік қой міне енді мына бала деген стресс ала берді да уже кешегіде қатты стресс болды намазын қойып одан сайын әрқайсысы намазында біраз көмек болып тұр ғой өз-өзін жеңіл бірақ ол намазды оқығанда былай оқи алмайды өйткені ол деген мен сияқты адам ғой андай қалай дейді біз ойымыздан қоша алмаймыз ол деген кәдімгі беріліп оқып тұр беріліп оқып бізді қинап тұр да просто так анандай қылып бүйтіп оқыса жақсы ғой кәдімгідей соған енді кеше әкесі мен балам келіп бүгін ұшып бара жатқан шығар қазір келеді уже аэропортқа келіп жатқан шығар жаңа күн ұзақ айқай осыны айқаймен кірдім ана күн ұзаққа еңіреп та жыладым әйтеуір ана оңай емес ана жақтан көшіріп алып бара жатырмық қой біржолата алып бара жатырмын енді үйді сатуға қоямыз ертең істейміз енді ол қашанға дейін шыдаймыз күттік қой енді 2 жыл жоқ толқын жоқ мыналардан ол енді өмірі өте береді жас адам ғой бұл деген құшына қызды амалдар мына қыз енді біреуге тұрмысқа шығып бағы ашылып кетсін ол біз ондай өмірге үйренбеген ғой бұл кәдімгі тәрбиелі адам ғой бұл болмаса байлығы да бәрі жетеді де кім біліп жатыр дейсің деп жүрсе қиын болды өзі айналдырған 2-3 бала мен айтамын бірақ өмір деген бәрі жизнь бумеранг деймін шешеме айтқан сөздеріме мүмкін таптым ба деп те ойлаймын сол енді мысалы баяғыда біз 10 бала болдық сүйіп кеттік қой бірақ білмеймін бұғасқа сыя алмай қалды енді шыдай беру керек еді ма өзі қуып шығып тұр ғой шыдап тұр ғой бұғасқа ұрса да соқса да шыдады ғой ұрды ғой аяған жоқ
істемеген жоқ, боқты боғауыз айтып жатыр, шыдамады қыз боғауызды дамытты деп. Бір күні қайынсіңіз ұрыпты, шашынан сүйреп тұр деп жұлқып. Оны біз білмейміз. Бір екі рет айтып едім, айтып қайынсың ұрып баяғыда мүйіндірді қайынсың. Бұндағын айтып, мені ауыратын болды шама. Көтерімізді теуіп қаңқып кете ме бірдеңе істейді, соны күйеуім ұрады асқан. Ол мені ұрады дейді, шашымды сүйреп, жазығым жоқ. Күйеуің мені ұрды деп. Ана ағасы қызғанып әркімді көшеге шығармай тырқыратып жүреді. Сондай қылып қайынсіңіз қолынан сүйреп өтірік ауырып жатса, мына жамбасы қирап қалды мына қыз туған. Сүйреп шашынан тартып ұрған. Оны біз білмейді, бұл айтпаған. Менің қожайыныма сообщение жазып, орыс қылған, ағысы пайдан айтып келген бір қайынсың. Қызымды ұрдық деп жазып еді, менің күйеуім көрсе деді, мама айтып құрсып тұрды, сенің қызың. Анамнаға бұрқ етпейді, ұра берсін деп қоямын. Мен сонда біз сонымен шаруамыз жоқ. Қойбет өзі айтқан жоқ, үндемей деп қоямын шалына. Ұра берсін, дымда алмайды деп. Сонда біздер күйеу ұрған екі бастан май, ойбай айтымдағы ұра берсін, мама бүйт бір күні айтады, бүйт жүріп, жағымнан тарт жүріп дейді, құрсын сенің күйеу жақсы екен, мәдениетті деп жатыр мен. Біздікілер жағымыздан тартпайды ғой, әкеміз тартып теуіп бір жолата. Өлмесең өлме, өлсең айтып келме дейді. Сенікі жақсы екен деп бір кезде күледі, мама сен қуасың ба, мен саған ұрып деп айтып, құрсын ұрға бүйтім не тартып жүреді дейді, мен айтып рақат. Күштігі сенің күйеуің молодец, мәдениетті екен деймін. Енді екі қатын ұрысқан шығар, сосын енді шешесін ұра алмайды тоңқ етіп. Мынаған аузын жап деп бір ұрған болып тұр. Әкесін жағымнан жандырып жүрген болып тұр. Мен айтамын, құрсын жақсы екен, сенің күйеуің молодец деймін. Ол тепкен жоқ па? Жоқ, тек тартып жіберді жағымнан. Ой, айналайын, молодец, мәдениетті екен деп қоямын. Былай негіз бала жаман емес. Мәдениетті түрде ұрған ғой, мәсаған. Шешесін ұра ма көт тоқып басында миы жоқ шешесін. Шешесін ұрмайды, дұрыс қой, біз жаңа оныкі да дұрыс енді құрсын, өз жері дұрыс деп жатырмын мен. Маған айтады, мама, сен қуасың дейді, сен содан мені басты болып өкпелейтін болсың. Енді менің қызың, олай айтпап, мен де кезінде мамама сөйтіп өкпеледім. Баяғыда мен әлі есімде жаңа көшеден келе барамыз, әкеміздің үйі сонда біздің байларда жүйрік еді, ол настоящий қойды ғой, енді соны мысалы не дұрыс па? Там іздемейміз, суға түсетін жері жоқ, содан жүйрейді квартирада тұрамыз ғой. Сол 5-ға суға түсуге барамыз, әке шешем мені апарат бір айтып, бір жетте бір. Сол жолда келеді, сақ, білмеймін, маған солай көрді ме, әлі есімнен кетпейді. Жолда келеді. Тартып жүрген отырдың күйеуі күшті, мәдениет тұрады ке қайта. Менің байып күйіп цегіл әкең тартып. Мен же тілім тартпаймын, бұл қайта қоя шығар бұл. Жуастау бұл. Мен ойлдым, мені бірақ дұрысынан ұрмаса, мені бір талып жүр. Мен қоймайым, өзімді қасқан. Мен де мінезім жаман адам, мен деген ол сияқты қатты өлсем үшін. Мені бар ғой, жақсылап бір талдырып тұр ұрмаса қоймайым, өзімде де бар негіз, бойындайым деймін ба. Сол үшін ұрсамыз, шешесімен ұрсып қаламыз бәрімізді. Ол да сол үшін ұрат етпеш, шешесімен ұрсып қалам. Қызғанып таяқ жедім, құдай не азапты шеш, қап қарамайым дәлдағандай. Сол көшеден келіп, бір күні әр есімнен кетпейді. Жаңа неден келатсам, жолда әскере өтеді ғой, пешеходтан. Көктем өзімді әдемін ғой, мен былай деген. Кертен, жаңа біз 5-й батқан Жымановтың неден өтеміз ғой. Мен өпкіне кебап, не бір қыздар өтеді, кертен, мына мен байым мәйшені шығып білсейді, құдай сақтасын. Ой, жалма, солай көрінеді, олай мен қараған жоқ, маған солай көрінеді. Кәдімгі мәйшенің шешіп білсеген сияқты болады, терзеден қарап. Содан жындап мен айқайдаймын, жоқ, былай уақыттан еркексің ғой, қарай қойым, ода тұрған ештеңе жоқ, қара ер азаматсың көзің. Енді мен келатқан күнде мінбеймін ғой, мен 7-сіне бір рет, менің көзімше күтті өз-өзіңді ұстап, адамды сыйлық шеш құрсын деп, енді мен сөйтіп ұрсам да, мен де тым жақсы әйелім ғой, ондай, мен қарасам жақсы көресің, ол маған да, мен де қарайым қазір деп, сөйтіп ерексің, бір күні үйге келгесін, қоймай, сол айта берген ба, үйге келсем, мамамның көте арқам ұстап кеткен ғой. Онан сайын қоймай айта қойып едім, мына бөлмеге шақырып алды да, өлтіріп салып, өтірік ұрғаны ондай қатты ұрмап еді, мен деп өзім, шешем келсін, ана ұрсын деп өзімше, маған жақтысы шығады ойлап едім, шешемді өтірік деп дауыс шығарып едім, шешем мына жақта тоқыма тоқып, спальняға кіріп төбел салып, екеуі бокс тесіп, бір кезде мамам мына жақта ұршы қиырып тоқыма тоқиды еді, имандыңыз, мен есікті ашып келіп, қатты шыққан қызығы аяды ма, бешер қатты ұқтысар деді ма, айтайын деді ма енді. Айтып, есікті ашып, маған қой, анаған қой демейді, маған айтады.
әй шапайдың жынды қызы қойшайшы құрсын, менің балам қарадөң, ол босқа тимейді, ол ақылды. Сен өзің тіліңді тартпайсың, қой десе қоймайсың, қойшайшы дейді маған өстіп. Анау бір кезде менің күйеуім бірақ ұялып қалды, енесі андай айтып тұрасың, далаға шығып кетті бішара. Сосын мен мамаға ұрысып жатырмын, қуасың ба сен? Анам шаңыраққа қара, сен оңбаған көрген шаңыраққа келіп неге сабайсың, мен қызым деп неге айтпайсың? Сосын ұрмайды ғой келесіде. Мынандай қылып мияулап тұрғасын ұра береді ғой. Менен кейін келін болды, оның шешесі жаман, күтті ұрса деп телефонға звонып шақырады, үйге жетіп келіп күй баласы орнына қояды, қорқады күй баласы одан енесіне. Менікіне андай қылып айтқасын, майсып, ойбай деп тұрғасын, мені қарадөң деп қойды да мен байымды. Сонда ақылды болып тұр ғой, бейшара иманды болсын. Күшті кісі болды негізі, мен де шындағанда айта беремін, басым піспейді еді, бейшара алдыма келді, мына қыз менің басым піспейді. Содан бірақ аяйт шығар енді ішінен, енді ол күйеу баласына қой деп айта алмай тұр, өзінше қой деген түрі ғой сол. Не болып жатыр дейді. Мынау көп блокқа салып тастайыншы, қазір 5 минутқа блокқа сала салайық. Деп қойды, ондай адамдар дұрыс болмайды бәрі. Содан күлкім кетті. Сондай өмірді көрдік қой. Қазір өзіміз сөйтіп алдымызға келдік. Жаңа бетінаға айтып тұрған сөзім менің енемнің, шешемнің бұяқ-бұяғы болып тұр біз. Ой, баяғыда менің енемдер деген мықты болды. Ойбай, сөміріп жүріп құдайым бәрес. Қайынсіңірім болды, үйдің қасында күй бала көрдік. Ана қайынсің өзі ұрсырғандай болды. Таңертеңнен кешке үйінен шықпайды төркіннен. Ана бейшара күйеу қара жұмыс істейді, мал бағады, не істейді. Өлеңдеп бізге тамағы жоқ, шай жоқ, отырады. Соны енді сөзге келіп қалады. Ұрса, біздің үй әр есімді менің күйеуімді жұмыстан өлеңдеп бізге жетіп біледі енем. Ана жалғыз қарындасыңды ұрғызып қойып отырасың ба? Анау күйеу бала ұрсапты деп, соларды іздеп жүгіріп келеді, алабайттар қысап, күйеу баланы ұртпай деп бар. Чуып келеді, ана өзі арық бәлем, мынау дүңкейген. Мен қойбайдам құсы, қойшеш қайтесің, 2 жастың арасына түсіп өздері білетті. Қойшеш деп қойғыз алмайды, өзім тұрып біледі, ақырай қой деп айтты. Содан бір әлі есімде, сонда біздің кемпірлі жүгірген оқыда, анама ұрғызып біледі, ана өзі арық қасқан рай жерінде. Қасқа шешем, кім бір жеңгесі болды, күшті көрші Дақияға тағайын, екеу келіп отырады, үйге Дақияға тағайын, разборкаға. Менің күйеуім отырады, мен ол отырады, екеу ұрысып отырады, анау қызын мақтайды, мынау күйеу баласын мақтайды, қайнысын мақтайды. Мен екі ота шай тасып жүріп, екеу ашуы басылсын деп. Жаңа енді күйеу балада айтады шығар, ұрды деп. Сол ағалары келмейді, енді олар құдағай келіп отырады, байғыз. Не ұрасың деп. Әлі есімде өздері күледі қазір. Сол екеуі де өмірден озды, махаббаттар бұрқырап айтсаң бар әңгіме. Содан ертеңі өзі заборы жоқ аулада. Далада шай ішіп отырсақ, жаңа қарындасы өзі жетіп келіп отырады еще арасында. Мені ұрып жатыр деп келіп. Соны бір күні екеуі қол ұстасып өтіп баратыр. Енді түнде татуласқан шығар енді. Мен күйеуім, еще қайынсың қызық еді ғой. Күйеуімен татуласқаннан кейін мен күйеуіме сәлем бермейді ағасына. Кеше көмектескен ұмытып кетеді. Менің күйеуіме мына қыздың басы дей ма? Мен кеше осыған жақтасы байын ұрдым. Бүгін байыны жабысып маған сәлем бермейді. Мен айтамын, обалың жоқ, не бар саған 2 жас. Олар қазір түнде татуласады, көрсін. Өзің ит болып қалған екі ортада ұрсады деді байыма. Талай қызық болды концерттер. Өмір ғой, соның бәрі өтіп кетті ғой, дым болмағандай. Қазір ұрбақ түгіл бір-бірімізді өлемей жүрміз. Ұрғанды жақсы еді албасты деймін. Енді баяғыда тойға бару үшін ұрамыз. Ой, неше түрлі. Көйлек алу үшін бір таяқ болады, тойға бару үшін бір таяқ. Тойға барғанда бұл өмір тойға барғысы келмейтін болды ғой, бірінші кездер. Үйреттім мен бұны қайта. Бір жер шақырып деп ақша парасымен тойға бесплатно алмайсың ғой. Ол кезде еще біздер балалар кішкентай кеш үйленген ғой бұл. Бұның қатарларының балалары ерте үйленген ғой бәрі. 18 жастарда. Содан 50 мыңнан сеп, сол кезде өзі 42 мың айлық алады. Күтті ақша ғой, жетпейді, жеткіземін мен, бірақ ана тақтық болып қалады да, соған жынданып. Бармайым дейді, мен айтам, бармасаң ұятпа дейді, өзімізді балаларымыз өсеті алдымызға келеді ғой құрсын, қой барайық деп, бір таяғым жібірамса барам деп айтқаным үшін. Ұрып кетеді, бетімді жауып аламайды, 2 қолымды, қолды ұрғанын семірді ғой құрсын, дымында кеткен жоқ оны. Ұрғанын қатты тұрмайды жайып, тебіп, есімізді айтып, мен тебет бір аямай екен танып тұрғат ұрсақ, көзі көрмей қалды. Аш ұрса алмайды ғой, мен де миын жиым ғой. Бұл қауыздарда кетеді, өзімді тілім жаман ашы менің. Шыдан келетіндер орысшылап, мен де қосылып айтам ғой, мен бұқтаса, сосын мен айырады ғой, мен де саған шындан. Күн сөзесті отырмайды ғой, әйелінен шындадан болса. Нормально намысы бар жігіт, қатыннан сөзесіп отпайды ғой.
Енді мен тойға баруым керек, бармасам бұл айқай шығармасаң бармайды қазір. Я десең екі бытық отырайық деп отырып. Содан 50.000 алу үшін 40-ын айқайып отыр. Сосын бір ай бойына бұтымды қысып жүремін. Ана ақша жетпей қалады, осылай күтті ақша. Сосын көйлек аласың, енді соған тағы төбелес оламыз, бір төбелеспен алып берді. Сосын аяйды бірақ. Үстім көгеріп кеткен жақсы көремін, әдейі қолдарымды дайындап тұрам. Бетім көгерсе тойға бара алмаймыз. Қолым көгерсе дымдағы көйлек киіп аласың ғой, білінбей қалады. Содан бір күні шай құйғанда әлі есімде көгеріп қойған бет көрсетіп қойып шай құйсаң, аяйды бірақ содан өзі. Ойбай, жігіп бүйтіп үндемейді. Оны ауырып тұрған жоқ па деп қойды, ауырып тұр дейсіп, ауырбайды. Көгерге де ауырбайды ғой. Май ғой бір жеріп ауырамын. Өтірік ауырып тұр дейміз оған. Сейде тағы дейді. Сосын ақша береді, көйлек аласың, сонымен тойға қайтамыз, рахат, бір төбелесіп. Сол бір күні қызық болды ғой. Мына балалар үйленді ғой. Бір 5-6 жылдан кейін, 7 жылдан кейін балаларымыз үйленіп бастады, 10 жылдан кейін. Шошып кетті. Маған айтады, ойбай, 7 жылдан кейін әресіңдер, мынау 25 жасында үйленген, 7-8 жыл. Аналардың бәрі 18 жасында үйленген ғой, достары. Содан бір күні 50.000-нан сатырлатып алып кетіп, бәрі енді апарғасын әкеледі ғой өзіне. 10 шақты адамнан 500.000 түсу, 500.000 көп ақша енді. Шошып кетті менің байым. Сені босқа ұрғам ғой, құдай жаным деп, енді өкініп жүр. Оны не керек бар баяғыда ұрып ұрып тастағаннан кейін. Сені тыңдағаным жақсы болған дейді. Аналар әкеліп жатыр оны ақша. Қайтып келді ғой. Мен соламын. Жесін бұл дүние кезек қой. Сондай ақылды әйел болдық енді өмірде. Пекошта былай негізі шыдап үйтіп-бүйтіп бірдеңе қылып, ана кейін бір түйіп бітсе де кетпей аяғына жабыса берсе. Осы уақытта сықиған байы болады. Ана байы былай жаман емес, байы жақсы. Енді байға не істейді? Ана шешесі ызылдап отырады. Дубайға да жіберіп көрдім. Ауырып қалады деген ана кейін бір тым жақсы отырған кейін бір дем арасында деген баласы бір жақ кетіп кетті. Енді өзі сол ауырып жақсы өледі, тағы бір ауру қосыпты енді. Енді общем болған қасынан шығармайды. Енді мен айтып құрсын қайтесің, енді біреуге өлім тілемейді шығармыз, құрсын аман болып отыра берсін. Енді 90-ға келгенше отырса бүкіл өмірің кетеді ғой, келмейді сол әйел мамасына ауырып. Болды, келінге кетіп барса. Пекошқа кетіп барса деп, қисайып қалады. Шешесі ауырып жатқанда ол не нәрседе дәм болмайды ғой, сосын. Махаббатпен айналысып отырған елмеді келіспейді ол. Оныкі да дұрыс қой, енді осы не болса да мамасымен бола берсін. Өмірді маңдайына жазып бір баласының өмірін құртайын деп отыр. Ондайлар көп қой, мен өмірде көрдім ондайды. Мына материнский любовь деген жаман нәрсе, бір баласына көңіл ауса. Баяғыда ана бір қыз келді маған, кәрі қыз күйеуге шықпаған. Мамасы осылай күйеу балаларынан қызғанып деп, біреуіне тисе айырып алып деп, ешкі еркек жылатпай қасына. Енді ана күйеу балаға да шай іш, ау деп, арқасы ауырып отырмын десе, ау дейді. Ол мамасына солай істейді. Сосын мамасы ана вниманиені қимайды да просто. Екеуіне істеген кезде қызғанады. Сондай ғой, материнский любовь деген жаман нәрсе болады екен олдай. А так былай жаман кісілер емес шығар енді, білігі аздау адамдар ғой не. Бәрімізді, мен мысалы балам деген негізі еріп, мына Пекош мысалы әкесіне жақын өтпәді, әкесімен жаңа қырылғансың ғой, жындарын ұтқан. Блокқа сапсам екеуінде жаңа. Өтпәді, әкесі сөйлеме деп қызына. Айтам, сен осы бетіме жіберген деп. Содан бейбарыс маған өтпәді, перизат қошай сен, бақабесті әңгімесі айтпабызға деп бейбарыс оғымен ұрысып жатыр, маған жақтасып кішері. Бейбарыс мені защищай, қалай қылсын шеше керек қой. Мен ер бала жақын болады екен. Мен балам деген өзіме қатты жақын ұлым ше. Бірақ өмірде ер бала туыңдар, әйелдерге айтарым, ер бала әйелдің ананың несі екен ғой, защиткасы екен ғой. Мен өмірде соны түсіндім. Таяқты да бәріне бай бізді бірақ бәрі ұра берден ғой, бұл да қойды сол балам кескесті. Бір жерін қысты, короче. Көп адам қысты бұл емес жаңағы. Өзім бауырларым арасында да болды, менің басым сөйлейтіндері болды ішінде. Еркектері бар ғой, сол мен балам қалай өсті, тыпыр еткізбейді ғой біреуін. Тек маған біреу бірдеңе десе бар ғой, артылады, арыстан сияқты артылады. Даже келіншегінің өзі не қылады ғой, мама, мен өзім істейінші, қазір бейбарсы ренжиді, дымымды қоймайды, мамам жұмсаушы болма деп айқайлайды. Балам жақсы, бір жақсы жер. Кейбір балалар бар шешесіне. Мен ұлымның бір жақсы қасиеті, Алла разы болсын, бақыт. Мен айтам, ақылайға ұл туа бер, ертең Ердоғанда сонда бер. Ердоғанда мамасы өліп барады. Бейбарыс қайдан бар, қыз туып ал, ертең сен деген қызым сені жақтайды. Өтіп батыр, қыздары асылзады да, перизат әкеден өтіп батыр. Қыз балалар әкесіне жақын болады ғой, ер бала анасына жақын. Ананың қорғаны ғой ол деген.
Мен деген баяғыда бір қайныларым болды, мына оңбаған қол көтереді екен, даже сондай қайныларым үндемей ақ қояйын, не істеймін. Бәріне көндім ғой мен. Біреуіміз әйелдер айдап салып бізге қол көтереді, талай қатындар. Бірақ қатындар айдап салып қайныларын жағамнан алады. Мен бірақ байыма айтпаймын, бір өткен ертең ағайын адам жаңағы аралар суып кетер деп мен қоя қояйын, мен біреуіміз ақылды болайық деп. Мен өте ақылды болдым, бірақ өзі өмірде екі жігіттің арасын айырмайық, ол ақымақ қатындарға ермейін, мен ақ қояйын деп талай қиындық көрдім мен өзім. Сол қайнылардың бәрін қысты ғой, мына менің балам өскеннен кейін. Тек арыстандай атылып тек орнына қойды ғой, шешеме сөйлеп қойды, тек жерге тығып жіберемін деп. Содан қайтып дыбыстарын шығарып, мәймөлкеленіп қалды ғой солардың бәрі. Ер баланың, сол үшін ер бала жақсы, негізі былай пайдаланбаймын ғой мен, бірақ баламның махаббатын құрметтеймін. Мысалы Ақылайларға мен көп тіл тигізбеймін, қызғанбаймын, Ақылайды құрметтеймін. Наоборот, мен қазір Бейбарыстың махаббатын құрметтеймін. Мысалы оны жақсы көрген адам оған да оңай емес қой. Келіншегін өнеппен жаман қылып көрсеткен. Мен наоборот келіншегімді істеймін, келінін құрметтейміз, Ақылайдың кемшілігін айтпаймын Бейбарысқа. Наоборот, гүл алып бер, Ақылайды бір жерге қыдырып, Ақылай күшті деп үнемі мақтап отырамын. Ол да балаға жақсы ғой, мысалы обал ғой, оның махаббаты ғой, қанша деймін, ана деген бірінші орында тұрады, ол мықты жігіт бұл. Кез келген мықты баланың ең жақсы бала ол анасын бәрібір де бірінші орында тұрады, кез келген анада. Просто оны келіншектер де пайдаланбау керек, шешесі де пайдаланбау керек оны. Мысалы келіншектер анасы деп мен Ақылайым ақылды, ол құрметтейді мені. Мен де Ақылайды құрметтеймін. Мен ағайын болсам өте күшті болады, олардың үйге келсе бізге бір қонақ көп келеді жаман жермен. Сосын өсектеп береді қонақта да. Мен тәртіп қайта біз Гербалай ішеміз, сосын біз не істейміз, тағатпай тұрғыз бөлгеншікті. Өзіміз Гербалайдыққа барамыз. Кейбір өткенде бір ұрген бір келіп сөйлеп айтады. Мен мұйықсын, бұлар қашан мен сол келініме кішкене не болады. Келініме күтте қиындық болар деп қашқақтаймын, үйге бармай әдейі. Не болар, ұят болар деп. Ой, мен барсам бүкіл көрші, көлек, тума, туыс, бүкіл емге келеді ғой адамдар. Сосын жайланып жатады үйге, енді тума, туыс қой. Оған кетті бесплатно қаралады, үші олар біледі, мен ақша алмаймын, оның дәрісін алып баптаймын, ет асам, шай қайнатам оларға. Сосын олар кете ме ондай күшті жайлы үйден. Оларға келіннен қысыламыз, келін шашап қалым. Содан қашам шынымды айтайын, шындықты айтып қойдым ау. Сосын үйге анда-санда барам, құрсын үйдің берекетін алмайын деп. Болмаса мен барсам Ердоған қуанып беті тықсып жүреді. Ана біздің папымнан үлкен атасы. Маған қазір деп жүр, ана сағынса сөйтеді, телефонға жоғамай қашпай дейді. Мен айтамын, Тоқанай, сені сағындым деп сөйлеймін ол. Өжік дейді, бұрып қашып кете береді, шыны келіп жүр, кел сағынса деп жүрем. Сосын үйге барсам сағына ма, маған айтады, не, әже, қайда баратсың, мені де ала кетші, мен салонға барам ғой, баяғы тырнағым бері аюдай болып өсіп отыр. Мен де салонға барайыншы, ондай. Мен де салонға сен қатындардың қасы. Соған барады тыңдамай, ебіл-дебіл болып, мұрны пысылдап. Барсаны пицца алып берем ғой мен. Соған ұйықтайды, сотқа қарады, менің қасыма бір ескеп береді. Ана енді қонаққа барсақ та еліп барамайды, өсі күні отыратын болған тыныш. Бұрын отырмайды, Бейбарыс ой береді, Ақылайды, мама өзің күттей демалшыш, қазір шаршатады болсын деп. Өсі күні отыратын болып, кеше айттым, дайындала бер, қонаққа ақсирақ болды, қонаққа шағып па екі. Ертең барғасын қыдырамыз, атаң бір бәріміз қол ұстасып, ләйдім бір енді немереммен шығып барамын, демей өзім подружкалық құрбыларым бол, демейді олар. Сағынып жүрмін, достарым деген күшті ғой біздің достарымыз. Күттеймізден бір нанды бөліп жеген ғой, Ерлан Света деген, сол Ерлан досымыз, құдамыздың үйіне, досым ғой, құда деп ойнаймыз, баяғыда күттей кезінде қостық қой қыздарды олар бір-біріне. Сол қонаққа шақырып жатыр, соған барамыз бұйырса. Мына жиенмен екеуін ертіп алып барам, мен балалы ит қонаққа жармайды деп, істемейді деп, төгілесі жатқасқа балалармен, үндемей құрсын барам. Өмір қызық қой, бірақ ренжитін пикошымды күтті бір несін тауып кетсені теңін айтып үйіртіп алды. Өпе туса аямай. Бағамыз ғой құрсын жиенді толтырып үйге. Балажанбыз ғой, мұнан әркесі балажан. Ой, олшал. Ағатшар, немерелер. Няняларымыз бар ғой, Құдайға шүкір. Екі нянямыз да күшті болып шықты. Мына үйдегі нянясы ебілде болып еріп жүр астында. Менен көріп пикош сол, мені пикошқа ұрсат деп қорқып телефонды бермейді пикошқа. Мен бүгін де қырдым, Жания дегеніміз біресе ашылады, біресе жоқ. Неше күнде бер сол Жания қызық болып. Пикош ұрыспайды ғой, шығып кетеді тек группадан. Сосын қайттан кіргізіп алып, қайттан жинасқа салам, мен боққа шынданып. Епте алмайтын қыз, тақа бес деп дымын қоймай. Жерден алып жерге салам.
неше күннен бері бүгін кеше бір күн шама тыныш болып бүгін қайттан жабылып қалды. Қожайын мен бұл 13-14 боламын қалада. Бәрі болды құда мен мұндайға өмір өзімен өзі кетсе болды бізге ештеңесі де керек емес, ақша да керек, дымды да керек. Үйлесіп кетсе өздерімен өздері кеткен жақсы, қыз да ұл да. Біздерге ол ақша сұраса екен, ол басқа сұрамай. Ақшасын тауып береміз ғой, осынша ақшасы болсыншы. Білмеймін, бізден де жаман адамдар айту күшті болып кетіп жатыр, қайдан білейін. Ондай жан мен подружкам көріп отыр екен, жан. Өзім күшті дейді біреу қыз, қайда өз жылап іспет бүгін мана бақырып жыладым айту. Білмеймін, күн жаққа жылап алдым, мана 1 сағат жыладым осы жерде отырып алып. Еңіреп. Ұяттан қарнымның ашқаны емес, қарным ашып отқан жоқ, құтымнан ашқаны жылап жүрмін ғой, Құдай-ай деп. Күйеуден айырылу деген заттар деген оңай зат емес. Білмеймін, жұрттар спокойно отыра берсіндер, қиналасыңдар ма айтуы. Жұрттық көтсін айту. Бұлай қарсы сөйлеп неше жоқ қой маған. Ұрсам да көнеді, маған айтады, бейбарыс қызық. Қожайын ой беріп атқа бармай қалам деп айтады, тыныш отыр деп. Бейбарыс еді, неге бүйтіп қорқасыздар? Балалар емес пе? Шаш, мен айтамын, шашынан бейбарыс қайтамын, шашынан тартып, сүйрелеп тұрып, салға самар еткен. Бір ауыз сөзге келтірмей оған деп едім, ол желкесінен нұқ өткен. Әкесі не амайды, бейбарыс мені қатар өскен ғой, шамал жылқып ал деп едім, бейбарыс. Мен бетсе самар еткен. Шолқып жылқып алып келді, перет алып қойды, көрдім, ұшта болар еді. Ұшпай қалама деп қорқып отырып. Желкесінен шұқып, шашынан тарт деп бейбарысқа ұрсып едім. Мен өзім жете алмайдым, өзім жетсем желкесінен ұра беремін, тыңдайды, оны қорқады менен. Желкесінен ұстап алып, самолетке салам ғой мен оны. Айтпаймын, керек емес бір құрып кетсін, енді Алматының шұқырын көрсетерім мен саған деп едім. Бұл Алматы қиын жібермеймін, Алматы керек емес. Өзі баяғыда көңілі қалғанда басым істемейді, өзімнен бұл қайттан алып келіп біріншіде көңілі қалып келді ғой, қуыс бергенде бармайын деді, мама Алматыға бармаймын, жылады ғой, еңіреп. Алматыны айтса өзім өлдіріп бішәрі. Мен сонда қоймай өлгенше, ана әресімде ана баланы жетімсекпейлі өлгенше жүгірдім. Содан емге келген апаларға жалынып күшті қылып. Әкесімен ұрыстық қой, ол кетті блокқа уже. Екеуміз қырылдық қой, мана соғыс бала үшін. Дымы қойған жоқ мен де. Сідігің деп боқтадым ұжынаға. Сідігің құрсын сенің бүйткен. Сен сияқты қызың қырсық, қайда қырсыққа тиетін. Өмірімді құрттым деп дымы қойған жоқ. Айтпаған сөзім болған жоқ. Бүгін ашуландым да бәрін қырсық. Шында. Соған жаңа айтайын деген күліп. Баяғыда өмір ғой. Мана жастарға үлгі болсын, алдарыңа кет, ата-аналар түзеу адам жоқ айту қарап отырсың. Өзім өмірім оу-шу болса, өмірден оу-шу болып өтіп кетемін жар бір күн. Бір жұрттар қасаң, кім әйді білдіртпеймін, шай бір ақат, отырады ғой жұрттар, тым жақсы болып. Білмеймін, жұрттар қасаң, әпәсем, саспайды, қыздарында пайда жоқ, тымда жоқ. Мен ондайға шыдай алмаймын, бай болмаған қиын ғой, қыздан. Жас адам ертең бір қалса қалып қояды оқыс. Керек емес, не керек? Ер азаматың болған жақсы ғой, азаматсың. Алып келатыр Пикошты. Пикошты алып қайтып келатыр. Содан бармады бұл айтпақшы. Жылап бармаймын мен Алматыға деп. Содан бір әйелдерге ана өлеңді айтқызы Пикошқа келшейші Алматыға. Ана өлең бар ғой. Ананы ал қосамын әңгатыңды, әңгатыңды, на-на-на махаббатым дейді бір өлең бар ғой. На-на-на-на-на-на деп соны айтқызып, көңілі содан жібіп, күліп, бішара келді. Алғашқы махаббаты ғой енді ол сияқты. Сөйтіп, алғашқы махаббат деп бірдеңе деп айтып әнді. Содан келіп еді, жібіп, бішара. Бұл керістердің сол уақытта осы үйлесіп кетеді екен. Соның өзіне 2 жыл ішілі болып қалды, мына көрген істер отыр ғой. Я үйленген жоқ ана бала жүрген мен істеп жүрген. Көрмеппін содан кейін. Бармаймын да, істемеймін. Қызымды жылатқасын, ойымды тұрады ғой сен. Баланың ғой, біреудің баласын жатқан қиын.
бәріңіз де ұл қыз ұстап отырсыңдар ғой енді өздеріңіз өмірде. Сағындым Алмабағын, сағындым Алматыны. Вообще Алматыны қазір уже жек көріп кеттік біздер енді Мексикада. Мынадан кейін көңілің алады екен. Там аяғым тартпайды қазір Алматыға. Үйде сат деді, бір жыл болмай сатып алмай, мен сат алмастыр деп жасаймын, алмастыр вообще керек емес көп дедім. Ақтөбеде де жақсы үйлер бар ғой, күшті салынып жатыр, қазір бір жақсы үй алып ремонттап, астам ішерсін алып бизнесін ашып берсе, қасымызда болады ғой, не болса да. Айдалада не істейік бияқта құс. Сол жаңа түйе мен қыздың жүрмейтін жері жоқ, болмаса Алматы бізге тіпті онша қатты бір не емес. Қайта Астана жақсы оның қасында. Жақын айтып өзімізге бір түрлі. Алматыда деген шөлік көп қойсын. Жан жақтан келген мықты мегаполис қой аяқты. Ақтөбенің адамдары бөлек қой сұрағын. Ақтөбе, біз енді өзіміздің менталитет. Оның қасында оңтүстік Шымкентте жақсы. Таз, Алматының өзінің местный адамдар деген, осы емес, қазақ емес қой сондай ғой. Сондықтан ол Алматыға қызығудың қажеті жоқ, көп байқаңдар. Ояқта жан жақтан келген түсініксіз, тәрбиесі дұрыс емес ояқтың. Сондықтан ол көп естеріңізде осы балаларын оқығанда негізі қыз баланы әсіресе ер бала. Қыз балаларды көп немен алысқа жібермеген дұрыс екен. Сосын менталитет болмағасын қиын. Мүмкін оларды біз түсінбей жүріп па. Өйткені біздің жақтың тәрбиесі бөлек, қазақи тәрбиелеу ғой. Біздікі Қызылордаға келеді негізі менің тәрбиеміз. Біздің үйдің тәрбиесі. Біздер деген мен тұрақты былай ақтөбеліктерді қатты ойып иілмейді. Біздер менің жолдасым Қарашоғат, Шексу, не жақтық ғой, 76 шілікті ояқ деген Шалқардан әрі қарай не ғой, Сексеуіл, Море жақтың салт дәстүріне сүйенеді ояқты адамдар. Сол почти Қызылорданың несіне біз жақынбыз, Қазалы, туғандар көп сияқтау, Төртқаралы. Соя жақын адамдар ғой негізі бұл кісілер Шалқардың арғы беті. Қара кісілер Төртқаралы. Бізде уже басқаша қазақи, қонақжай бізде адамдар. Иіліп сәлем етеді, барлық салт дәстүрді ұстанады бізде. Сосын соған балалар уже үйленген бізде, балалар уже анандай орта бізге ол келмейді. Мына Шалқардан былай қарай олар ондай қатты ондай емес, олар орыс қолдау, олар шамалы соленыйдің адамдары ондай қатты емес. Біздер иіліп сәлем етеміз. Негізі ол тәрбие жақсы, достар, естеріңізде болсын. Мына президент бастаған үкіметтің адамдары біздің салт дәстүрді өте қатты қолдау керек. Киелі Маңғыстау халқы ұстап отыр, береке бар елдерінде. Шымкенттің өзін неге байыбады деп, олар да солай ұстап, өте қонақжай ғой Шымкентте деген адамдар. Құда жекжаттың қадірін біледі. Мысалы, қонақ деген күшті шақырады ғой. Өзіміз кеше 200-250 адамға почти ауызашар берейік деп тұрды. Біз қонақты солай шақырамыз, тойларды 500-1000 адам шақырамыз мысалы. Мен тоқанайын тойын берем, 500 адамға деп жоспарлап тұр, жобасы сондайға барады, ол келетін келмейтін. Сондай қонақ жай болғанда негізі жақсы ғой. Байлардықын, байғұс қызады, бар адамдар ұстап жасаған жақсы ғой, ат жаптырып баяғыда байлар жасаған ғой. Бай адамның жаңа несін байғұс қызғанады деп, негізі қызғанбағанда жақсы, байлар әншілерді шақырады. Мен де жаңа Туканы сөйлесіп қойдым ғой, бұйырса Тука келіп той бастарсын. Бір-екі әнші қыздарым бар, енді айтам, Қарақат солардың бәрін танимын ғой, мен жақсы ғой бәрді. Өмірде көрдім ғой, сыйласып көрдік қой, былай қатты болманы алыстан. Алтынай Жорабаева ұнайды өзіме, соны жіберем, енді қыздарға сөйлестірем, қаншаға келеді, енді по-своейски келеді ғой. Соларды шақырайын деп едім ол тойға. Ердоған өзіміздің баламыз болса, биыл піштіріп сүндет той жасаймыз, амандық болса, әуел алла. Сонда мен өзім әдейі шақырам, өткен Тука деген жаңа мен күйеуімнің ең сүйікті несі, адамы. Соны шақырып қойды, уже ақысын, несі белгілеп қойды, уақытын бәрін естіп. Енді әншілер дайындауымыз жоқ, сонда енді пакизат жүр ғой, енді пакизатқа айтып, мөлдір арқылы шықты бен, бәрі мөлдірлер ғой, бәрі. Мөлдір жақсы, мөлдірдің өзі келеді. Енді құр қол келмейді, әншілерді құрметтейміз ғой бізде, өнер адамы. Өнерді құр қолда болмайды, ол негізі ол жақсы сат емес. Бізде батыста, Ақтөбенің, біздің Ақтөбе жақтарда ондай құрметтейді, ақша салады бізде аямай. Мен өзім өмірде былай ондай жек көремін, біреудің еңбегін жеу, өнер адамдарында еңбегі болады ғой, оңай емес қой. Киімдері болады қаншама, жол жүреді, бала шағасын ұстап. Оның ешқандай айыбы жоқ. Әйтеуір бірақ енді аспандағы айып сұрамаса болды ғой, береміз ғой енді. Мал баланы шашу деп тұрсын Құдайға шүкір ғой, енді осы балалар үшін өмір сүріп жатыр ғой. Еңбек еттік, әркімді ешкімді тонаған ештеңеміз жоқ.
негізі тойға қатты өйтіп істей беруге болмайды. Біз үкімет адамдар да кейде алшып кетеді ғой. Бас ал десе шашал. Заң ол заң өтеді. Өйткені қазақтың мәдениеті ғой бұлдар. Той арқылы мысалы әрбір жанұя не береді? Мысалы жиналыс берген сияқты ғой. Ол той арқылы мысалы мотивация болады. Мысалы жастарға үлгі боласың. Жастар сосын айтатын бізде осы мысалы Берік аға мен Бағдагүл ханым сияқты бізде сондайға жетейік деп алға ұмтылады. Мысалы той деген өте қазына ғой, халықтың несібесі ғой, ондайларды әңгіме қылған деген өте ұят нәрсе. Тойды, садақаны әңгіме қыла бермеу керек. Садақада дастарханға дым қоймайды да имамдар басында миы жоқ ешектің миын жеген жүрген. Неге қоюға болмайды? Бай адам қояды, бар адамы қояды, оны жоқ адам қоймайды ғой. Дейін бар, үндемеді біздің шығарма. Жаман имамдар аяқтарын қисайып алып тек айтатын нәрсе тапқан екенсіздер. Ол келген зат ешқайда рәсуа болмайды. Кім айтса рәсуа бай болса, мен маған бүйтіп табақтарға бестер рәсуа қылып жасамаймын ғой мен. Әкесін бәрін қоямын, үндемей оны салып алып кетеді ғой, неше күн эконом бар түсін. 5-10 күн рақаттан шай ішеді, тамақ жейді, әжелер немерелер неме оттама ауыздарын жап жаман иманды аяқтарын қисайып алып деп оңбаған ұрбақ. Берекет садақа адам қоймай. Не ысырап, не? Жоқ адам қоймайды ол айтады саған, бар адамдар қоя берсін, мен бар біреуін байдікін бай ұсталады деп. Сондай берекетсіз әңгімелерді бір жерге тығу керек қой, қазақшасы. Осы әңгімелер. Қоя берсін, келгеннен кейін ол біздің жақтан дастарханды толап қойды, үндемей официанткілер алады, талайда жетіп. Ой, баяғыда қарапайым отбасыда болдық, сіңілдеріміздің бәрі официант болып жұмыс істедік қой, университет оқығанда. Күтіп отырады едік түнімен. Әлі есімде сіңілдерім оқиды ғой енді. Соған күшті нелер алып келеді, қазы, қарта, тіл. Ол кезде көп бала дұрыстан рахат ана шай ішесің, рахат тәтті болады, бәрін доқтырлап қойсың. Салаттармен күшті болып, көктер болып шай ішеді. Күтіп отырамыз, сол дамып алмай. Не ол берекетсіз әңгімелерді? Сосын әншілерді шақыра берсін, не бар ол жаман мырқын ба, енді оларға аяқтан ақшалады. Енді өнеріміз ертең дамымай қалды, тойдан түседі ғой өнерден. Не бар ол жоқ адам шақырмайды ғой, бар адамдар шақырмайды. Шақырмайды, біздер не біздің ақшамыз болған. Біреудің аяғын бұрасақ та тауып аламыз, отырды біздің шығармайды, тоқайыптың адамдар. Бір отыр ғой, мені андып дейтін. Мен дейді, салғыз берсе сен. Үш әріп дейді, осыларды жүрген шексігінсінде. Әділдік жоқ. Қалай әділдік саған? Осындай сөз айтқаным үшін бізден аузымызды жаба берсіңдер. Не көресің ей сен? Не көріптің сені? Аяғыңды аспанға келтірем сен баған. Түсің шығарып. Жүрік. Ұрлық істемей түсу адам сап ұялмай қалай шығасың экранға? Түрмедегі жарты адамды босатыңдар ей, үйғамақ қылып қатып. Жемқор дегеннің бәрі бірақ негіз өз қазағымыз, бірақ оларды да қатты кінәлауға болмайды негіз. Олардың несібесі ол. Әрбір қазақтың несібесі ол. Жемқор болса мен Назарбаевтың адамдарды ұстап әкеп берді, сол кезде мен мойындауға батсың деп. Не күресің сене? Шара заңдарын бар. Үйғамақ қылу керек болды. Үйғамақ ешқайға жарамай қойсын, алма болды. Бір айран ішке қасқалар 1 миллион теңгеге отыруға мысалы обал емес, обал емес пе? Көзі қисайып төрт көз әчкейін құрсын сен. Путинге кіргір сол әчкей сен. Что болсын де? Не маған қарақсың? Сен деген талайын көрген қараман көттім бәрін. Ана миллион теңге еткендер обал емес пе? Бастарынан миын жоқ, әдей біреудің өмірі сендер ойыншық па не? Не күресің? Не объяснять нашел? Төрт көзі әшейінде миллиард жегендер дұрыс, миллиард жеген саған шығарма дейміз. 1 миллионмен отыр, 2 миллионмен обал емес канала деген. Мені президентке ұсынамын. Оттама ешқандай білімнің керек жоқ оған. Көй саған білім. Елбасы қалмайсың, не болған миыларың жоқ. Өз мақта болып білім президент. Сол кезде түрмедегілерін жатсын босату 50%. Керек емес, жеңілдік бер. Тағы амнистия беріңдеше на заңдарыңа, құрметті заңдарыңа не көрмейсің? Құрылтай күндерің жоқ па амнистия? 22 наурыз қазақтың ұлыстың ұлы күні неге шығармайсың амнистияға адамдар? Көргенсіз. Ұттаған екен мен өкімет. Сауын өтеш адам болады. Халық деген шек көреді, сендермен бірге жұмыс істейсің. Не көресің? Көйтін әңгіме айтқан жоқпын, жылайтын әңгіме айтып отырмын. Мысалы бата неге бата сұрай бересіңдер сен? Оның бағасында болады. Батаны уақытымен алыңдар давай. Без комментариев. Ұялмайсың ба, бата сұрап, аяқтарын қисайып алып, таңертең кешке дейін. Ал жаған адам сұрап, жетіп өсің? Бетіне өңір. Үйбір. Ана Ғомардан бар болған жай, Ғомар Қаям деген жүр ғана. Егер соларды алмайса батаны, менен келіп таңертең кешке бата сұраймын. Бата ақшты төлеп Құдайды бәрі сатып алыңдар сосын. Годнен сатып алыңдар сықайтып.
маған тәртіп ешқандай қиындығы жоқ. Ол бәріңізде бар. Адамгершілік, кәдімгі мейірімділікпен деп ойнайтын затым. Мына малдардың қырылуына не себеп? Енді малмен кетсін да, неге өтіп барсам мал деп. Болады да бұйырған. Төлесана үкімет әрбір малдарды сол үшін заңдастыр. Бұл президенттік кейбір жерлер мен келісетін сол. Әрбір малды заңдастыру керек, страховать етіп қою керек малдарын. Бұл мал мен адам деген айтпай ма, бір күндік деп содан айтқан, бір күндік қой, мал деген бір сондай бір тұтамыз еді қой. Ол Құдай саған бергісі келсе береді, бергісі келмесе сол үшін малды ұстадың ба, мал ұстаған. Өздеріңе қимайсыңдар малды. Конечно, сосын ол малдай болады. Малды қию, мысалы, шүкір, мен қызық оқиға айтпаймын, бұл содан шығам тәретханаға да барғым келіп отыр. Бізде баяғыда мал ұстап отырдық қой, шүкір, біздің мал ұстайтын жерде бір бай бар, шіріген албасты бір тиын малшылар даже аштан өлейін деп жүр. Мысалы, мен өзім мал ұстаймын, бірақ мен өте қатты қараймын ондайға. Өйткені Құдайдан қорқу керек мал ұстаған. Істейтіндерің ұрлық малдарыңа, әкесі бір тумаларыңа аузын сутамдай, сосын малдарымен Құдай алады ғой. Құдай есет жүріп та сендер басқа не дейсің? Ол мен мал өлмейін десе өлмейді ғой құсын. Сен қорадағы малың Тоқаевтың не қатысы бар? Өздерің мал садақасын беріп тұрыңдар. Мына мал деген ол анау кісіге біте бермейді. Мен сол айтайын дегенім, менің жолдасым үйретті, мен ол кісі ондайға жақсы енді оған. Мен әкеме мал сойып береміз, мамасына біз бір мал сойып береміз обязательно. Бүкіл бауырлармен сойып беремін. Айтам, санаспай келеміз, өзі көтереді. Енді кейде айтады, мал көмектесу барма дейді, бармаса бармай қойса өзі көтереді. Сөйтіп біздер сөйттік қой, бір жылы содан жаңа байдың малы көбісі қырып қалды осылай. Сосын ана бай айтады, тек менің байыма. Біз сосын бірақ малды баладай баптаймыз. Ол малға да жағдай жасау керек. Мал көбіне биыл қысқартты оны өздері көрсетті. Сиыр деген ол тоңақ мал ғой. Аяғынан ызғар өтіп тұрған шығар, может, аяқтан ызғар. Сосын витаминдерін, уколдарын бәрін біз аламыз. Ол мал саған ой жоқ, сосын бұрынғы заманның малы емес қой қазір. Все равно қазіргі малдар экология дұрыс, құнары жоқ шөптердің. Сондықтан ол ал су болады, мал баяғыдан да мал өздігін алған. Құдайға садақа ретінде алады, мал әкеңді танытып жүреді асты. Қасқыр жесе де қуанамыз, біз анада бізді бірнеміз қасқыр жеген, мен айтамын, түйме қасқырға. Қасқырға да беріп тұру керек, несі бесін. Енді ол қасқыр сен әдейі жемейді, ол да өмір сүргісі келеді ол. Ол мал болса кейде малдай болып, малдың үстіне құлап, өзіңе жеуге қоймай отыр, бір қайнымыз жоқ, бұрынбық маңқа қайным. Отыр малда көбейді өмір. Шылайтып тұрады мал бір. Солай малды сендер ертең міне как раз қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Беріңдер, жоқ, бір шынық ет таба алмай жатқан қанша адам бар болса. Сойып апарып бер, сосын малың көбеймесе мен Бағдагүл ханым мұрнымды кесіп берейін. Түргіз дейді, сосын мына бізде не бар, мына үйтімар деген бар ғана бізде. Оны апарып қораларға іліп қой, көз тиеді, айналамызда жоқ адам көп қазір. Сосын сенде бар болғасы шыны келеді саған. Қарғайды сен оңбаған қылтамақ болғыр. Қайта өзің өлмеген рахмет, малыңмен кетсе олды. Ана батан не үшін? Батаға кіріп тілеңдеріп, суларыңды оқытып алып, ішкіз қайдыр мен шалымда бір екі малы ауырған екен, су оқып беремін, тұрып кетті ғой. Бәрі өз қолдарда біреуден көріп ештеңесі жоқ. Бәріміз де мал ұстап отыр, Құдайға шүкір. Мен бірақ малдарымыз жақсы шығады, өмір қыстан тіпті. Ешқандай әңгіме айтпай, мен мал өлсе қуанамын да бір. Талай малды өлді ғой бәрімізде де. Ұрлық көп бізде дейді. Өздерің ұрлайсыңдар бірге. Мысалы, бар ғана малшылар қанақырады. Өзі ұрлап қойды, ертең оны ұрлап қойды. Кәкәйсі, бірде-бірсіңдер. Одымдағы мен сенің малың, менің малың деп отырасың солай. Ол ұрлық содан болады, ол не ол? Бәріне жетеді. Қызғанбаңдар. Біздің Қазақстанның малшылары, малдарын оңбайтындар сол істейтіндері қарақ, істейтіндері ұрлық біздің малшыларын көргенсіздер ме? Дұрыс малшы болса, біздің малымыз неге сөйтіп? Біз өзіміз әділміз, адалмыз, біздің неде. Поэтому бізде ешқандай проблема жоқ, бәрі нормально бізде. Өздеріңізден көріңдер бәрі. Өздерің ұрлықшы болсаң, значит, бір-біріңді ұрлайсыңдар. Ұры жүрген, участковый бәрін бірігіп алып. Ештеңе етпес, ұрында не есіпесі ұрлаймыз, не өліп барасың ба, жалмауыз, тыңдағымыз ұрласа. Бәріне жетеді ғой, тастасы, өліп бір малды мола қалып кететін сияқты өлесіңдер үстіне түсіпті, қимай көздері. Сосын мыңыраған малды не істейсің жердің бәрін, өрші жоқ етеді. Шамалы аз-азамда ұстаған жақсы, неге ол? Қаптаған малды ұстайды. Ондай заман қалды ғой қазір. Бұрқыраты мал ұстайды. Қазір деген ол берекесімен ұстаған жақсы малды. Бізде ұстап отырған Раушан деген келіншек. Шамалы малмен
Бізден бай мысалы айына 2-3 миллион ақша шығарып отыр. Сүтті бір 5 сиыр ұста жарайды саған. Не бар саған 100 сиыр ұстап. Қазір мырқынбай сиырыңнан, ол 100 сиырыңнан 5 сиырың 10 есе саған табыс келтіреді. Мына үкімет соны түсіндірмей ауыл шаруашылығында отыр ғой, сауат жоқ, білім жоқ. Мен мысалы ауыл шаруашылық министрі болсам, бәрін сықайтып түсіндірердім, фермерлерді арнайы. Осы күні қайта шамал жасап, мен байыма ертең қатысып едім, мына Рекс қонақ үйінде күшті конференциялар өтті ғой. Сол малшы деген біздің Қазақстанның малшылар сауат жоқ деп көздері қисайып алып келген. Малшы болу деген қазір заманауи болу керек уже. Роботтар әкеліп жұмыс істететіндей. Қаншама кісіге жұмыс тауып беруге болады сендерге надо көреді. Бәрі мұнайдың ауыздарын ашып отыр. Мына қатындарды апараны жаңағы төсін көрсетіп, Әзербайжандарды қызықтырып жүрген жаңағы төсті қатындар. Аппаратпен сосын бір жерлерін сатып жүргенше соны барсаңдар төлейді. 500 мың айлық төлесең барады ғой, не бір сауын шығатын. Сосын оған қызығып шопандар барады. Зорламаса да зорлағандай көріп қалсаң да нен кетті. Жаңағыларды ашып сиырға басаң сиырда сүт береді. Сонда баяғыда сөйтіп істеді осы. Баяғыда сауыншы орыстың қыздары деген фартукты киіп қысқа қалапты киіп алып, төстері бұрқырап, бүкіл малшыны қуатты ғой. Бәріміз малшы болғымыз келіп тұрмыз. Солай істеу керек қой. Бәрін де үкімет істеп жатыр. Жер аралап көріп отыр ғой. Аштан өліп жатқан ешкім жоқ деп. Бәрі өз орнында не істей береді. Просто жұмыс жасау керек болды. Жылқыны мына Қарағандының жылқышылары жылған жер қайысқан жылқы исі өліп жатыр. Не бар жер қайыстың жылқы деген ол комбайн еще жүйені отап. Оларды жылына ауыстырып отыр. Мен көп ұстатқызамын, жолдасым айқайлаймын, келеміз деп толтыра бермей. Бір жағынан үкіметтің саясаттарын айтып жатыр ғой бұларды енді. Жылқының да өзінің нелері болады, мықты. Бәйгеге қосатын жылқылар ұстау керек. Мыңқыраған жылқының нелері бар, қаптаған жылқы. Болады өзің шамалы неңді өтейтіндей ұстап үйрену керек. Сиыр болсын, түйе болсын, қай-қайсында. Қойды да солай аппаратқа жіберіп отыр ғой. Ондай заман қалды ғой, баяғыда бір малын қайда жүрген білмейді. Сосын, конечно, ұрлайды. Қаптаған малын болса, 5-6 малын болса көзіңнен жасағымай ұстасаң болады ғой. Сосын сиырды да бір қыратып жібере бермес. Сиыр деген ол бір не мал ғой өзі. Тұрса да тұрып-ақ семіреді. Қатын сияқты ол да. Ана шөпті де еккенде жүрняны құрта бермей шөпті, жетняк деген баяғыда әлесінде коммунизм уақытында болды ол деген. Бір жылда 3-4 рет шығады сол деген. 3 рет шығады. 3 рет өнім береді сол шөп. Еще құнары мақтана шөпті. Соны жемге араластырып бермеймін шөпті. Сосын сап әкесін танытып. Мен биыл сондай нәрсе істеймін. Сондықтан көп сылтау айта берме, өлсе өледі мал, дымдағын малмен кетсін. Малмен алып жатқанда Құдай ештеңе етпейді. Малдың орны олар, адам сол үшін малдарын заңдастырыңдар. Кәдімгі мәшіне сияқты оны да заңдастыру. Сол кезде сенің малың өсе, бәріміз жабып саған төлеп береміз. Мен өсе Құдай сияқты мергені, Құдай келіп біздің малымызды күшейіп тұрмайды ғой. Ол мал деген баяғыдан да өледі, бірінші рет өліп дейсің, соны ұйымдастырып, ауыл шаруашылық министрлігі соны айтайын, бәрін мен айтамын деп отырсың, ода кетіңше орындастырып. Соның бәрін түсіндіріп айтуға, жалпақ қазақтың жалпақ тілімен ауыздарын қотсап қойып, оттама сосын орыс тілі миымызды ағылсында ғой бір жолата. Қазақша сөйле, ешкім сенің аузына қопсап қойып, әрбір қазақша сөйле. Сол кезде біреу саған тиіссе маған айт. Түбінен жұлып алайық, түбінен кесіп, қайсы тиісіп жатыр, бір жерін кесіп алайық, айналдырып екі жағынан да. Кеше істеді ғой сөйтіп, қазақша сөйле, барлық жерге барып қазақша сөйле. Айтып тұр ғой, бірінші қазақша, сосын орысша қатар. Сол кезде қазақша айтсаған ешкім әңгіме айтпайды. Дүкенге барып айт, нан бар ма де, түсінбесе тағы да қайта нан бар ма де. Мен түсінбеймін, сразу соткаңды түсіріп ал. Міне маған мына кісі бермей тұр нанды деп. Ол саған сразу береді ғой, түсінбесе екінші адам шақырып алып келеді. Өзі үшін сосын олар екі тілді болғаннан амал жоқ, олар да үйренеді. Өйткені қазақша саған екінші сұраған, бірінші орысша, екінші қазақша деп тұрған. Бірінші қазақша деп тұр. Өздері үшін олар да үйренеді, сен де үйренеді, жақсы болады сол кезде. Әрбір қазақша айтып, орыстар да қазақша үйренеді. Қатып тұр ғой, бұл жерде Тоқаев күшті қатып тұр, молодец. Түсінген адамға. Екі тілді де үйренесің, оны жақсы, саған да жақсы орыс. Сен орысша сөйлеме, бірақ бірінші тұрсын. Өзің елің, саған ешкім әңгіме айтпайды. Орыстар амал жоқ, орыс қазақша үйренеді, қазір бір жерге жұмысқа барса, екі тіл тұр, екі тіл қатар сөйлеу керек деп тұр. Заңыңды көрсетесің. Сосын орыс басын қасиып, болмаса қасына переводчикке келіп қалады. Мен сөйтіп істедім ғой талай. Менің басымнан өтті, мен алдында бір орыс әйелді орысша түсінбеген үшін бетінен шапалақпен періп жібердім. Сол үшін мені сотқа шақырды. Сотта менің қасыма переводчик қойып қойып шошып кетті. Мен айттым, мен жауап бермеймін онда дедім. Маған қазақша білетін сот керек, прокурор керек дедім. Жақсы деп 1 сағат ішінде әкеліп қойды, ана қасына переводчик қойды. Болды, өздерің талаптарыңды қойыңдар енді. Заң бойынша тұр ғой енді.
Ол қазір бір ғана қазақша тілеп шіренетін жағдайда емессің. Шіреніп адам бірінші көтеніне қарап шірену керек. Геморройың шығып кетеді қазір шіренсең сен. Адамды жынын келтіресің. Жоқ, әрмен түр анау Қытай шіреніп саған мына жақтағы өзіңнің шала қазағың бірінші шығады саған. Мен айтады, мен орысша кетпейді саған. Сен. Мен қазақша білмеймін, өзіңнің қазір көзі қисайған қазағың келіп тұрады бүйтіп, көзі қисайып. Айтады саған, өзің баян шығады, баян шаян шығып айтады саған. Ол дейді, бұл немесін жоғар. Баян шаян өтесің ба? Бірге шығасың ба? Саған Путин де келмейді, даже баян келеді бірінші. Я келіп тұрады бүйтіп, баян келеді саған орысша. Не айтасың сіз? Сондықтан айтатын ештеңе жоқ. Өздеріңіз ешқандай по законам действиет орысша айтқандар. Заңды түрде дұрыс қазақшаны өшіріп тек қана орысша деп тұрса, мен онда бүгін түннен қалмай деп төбелесер едім деп. Осы Астанада қазір төбелесетін жағдайда емес. Жақсы, бәрі күлдік та қойдық, не дейміз. Бір жағынан дұрыс деген, бір жері қатырған дедік. Соғыс болмағаннан жақсы. Не күлесің? Күліп атқаныз мына қыз. Индира, жаным. Ал достар, мен ренжімесеңіздер, шығамын, жұмысқа барамын. Қайырлы кеш, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Бата сұрай бермеңдер, аяқтарыңды қисайып, Құдайға шүкір, бата өз уақытымен. Давай, сөйтіп тұру үшін орысша айтқанда бәріміз тату болайық, ұлтқа бөлінбейміз, руға бөлінбейміз, Қазақстан азаматшасымыз, бір-бірімізді құрметтейміз.